қандай не сұрақ қойсам болады? кімде қандай жетістіктер, кім не жасап жатыр, қандай өзгерістер, не бітірдік, может быть андай өзіңіздің жаңалығыңызбен бөлісесіз ба, қуанышыңызбен бөлісесіз ба? Үй алғандар бар шығар, может, осы уақыттың ішінде. Сұрақ, клиентімнің осындай сұрақтар, ол соңына қояйық, иә, қалдырайық. Мен білем, Зере, 9-шы поток, Зере ханым Шымкенттен офис ашты. Но Маржан ханым әлі открытиясына бара алмай жүр. Солай ғой, Зере? Иә, сізді күтіп әлі ашқан жоқпыз. Мен Құралайған келемін деген осы бір аптаның ішінде. Соған құралаймыз ба деп отырмын. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Баршаңызға. Маржан ханым, үй алдым, Аллаға шүкір. Видео Алматы қосыңызшы. қаласынан. Видео қосыңызшы. Соны қосамай отыр едім. Супер. Видео қосыңыздаршы. Қалай жағдайыңыз? Жақсы ба, денсаулықтарыңыз қалай? Сізді сағындық шынын айтқанда. Сіз қай потокта оқыдыңыз, Гүлжахан ханым? Мен 4-ші потокта оқыдым. Наурыз бағдарламасымен 78,4 метр квадрат үй алдым, Аллаға шүкір. Өзім бәрін неғып, өтіп, құжаттардың бәрін турлап алдым. Әлі ремонт жасамадым деп қояйын да. Басына қай застройщиктен алдыңыз? Қазақстройдан алдым. Қазақстройдан, хорошо. 72 квадрат. Вообще күшті алыпсыз ғой, 72 квадрат. Қаншаға шықты? 356 болды ғой. 35 миллион ба, сонда үйдің бағасы? 35-36 миллион? 35 миллион 200-ге одобрение алдым, бірақ 37 миллион 865 мың болды ғой. Классно, супер. Рахмет кейін сізге. Бірақ жаңағы сопровождение жасауға қатты қорқып жүрмін. Ол туралы қазір бір ақпарат бере кетейінші соңында, иә? Соңында қалай жұмыс жасауға болатын бір нәрсе беріп өтемін. Хорошо? Құтты болсын. Рахмет. Алла разы болсын, рахмет сізге. Еңлік жаңалықтармен сіз бөлісіңізші. Менде өткенде ғана 4 октябрьде барып BI-ға барып, бір апта бұрын дайындадым. Почему? Потому что BI-дан уже не алдым. Не душет жаңағы. Үй алып бердім. Двухкомнатный полноценный 49 квадрат полноценный. Ойбай. Үйя Дарындыдан, Астанадан осындай двухкомнатный алып 44 миллионға 5-ші этаждан болды, с надбавками 5%. Сразу ДДУ барын не қылдым, ДДУ жоққа отырғызбай қойдым даже, потому что үйретіп, себебі банктен процентін ешкім ұстай алмайды дедім. Сразу ДДУ барын алып, сөйтіп үйретіп. Мен қазір солай істеп жатырмын. Мен де сөйтіп жүрмін, потому что жатқан жоқпын. Тем более Тараздан қайта-қайта 2 рет барып келген, маған не болды, прямо өзім ертіп апарып. Осы аптада сол кісінің несін уже бүгін поступил деп не қылып жатыр екен қазір, айтып, заявкасын жіберіп қойдық, бүгін ертең уже несі түседі, Алла қаласа. И ол кісінің көп несі болды андай, до дайындайтын ред болды, Каспи ред болды, ол Каспи ред деген еще үлкен сумма, соның бәрін жапқызып, карточкасын уничтожениеға беріп, сондай жұмыстарын бәрін бітіріп, тиянақтап апардым негізі. И бос тұрған карточкаларын мен жапқызып тастадым, чтоб не болмасын деп, по-любому. Ана қолданбайтын карточкасын мен жапқызып, Каспи редін жауып, тығып карточкаңды алып қалған жоқсың ба деп, дотошный тексеріп, апарып одобрение алып бердім. Ол, я не сомневаюсь, Еңлік ханым сіз солай жүрсіз. Еңлік ханым таныстырып өтейін, казначействода главный специалистсіз, иә? Иә. Госслужащий, Еңлік ханым официально жалақыда мемлекеттік қызметте жұмыс жасап отырған, бүкіл жерге шығады, бірақ та без лицо шығады, байқап отырсыз. Кішкене шығуға болмайды. Мемлекеттік қызметкер болғандықтан, но вообще Еңлік ханым, мен жұмыс жасап отырмын, тоқтаған жоқ, менің основной жұмысым бар деп, основной жұмысымен бірге істеп жатыр. Содан кейін сопровождение болғанда ол кісіге мен айттым, мынау черный работаларын, жаңа Каспи ред, Центр кредит, Береке банктен карточкаларын бәрі көп, ол кісі шетелге, метелге көп ұшқан екен, электронный нелер аша берген. Сондайларын бәрін жапқызып,
қара жұмыстардың бәрін істегеніме өзіміз кішігірім келістік. Мен айттым, ал за бяй ешқандай не алмаймын дедім. Үйді іздегенің, үйді қараған, оны бяй өзі істеп береді, ол үшін бір тиын да алмаймын, только мына жағын черный работасына енді энергиям кетеді, бірге жүріп аламай қойған несін бәрін апарып, хомнан жабылмай қойды дейді, жылайды звондап, содан кейін бірге барып тұрып жауып, өзім танитын адамдармен сөйтіп сондай көп жұмыс жасалды. Енді ол по договоренности, правда, кішілеу сумма айттым. Келіскен ақшаңыз қанша теңге болды? Келіскен ақшамыз по договоренности. Таныс Өздері адамдар етеді ғой. ғой, мысалы мен былай істеймін, бияйда мен айттым, мен абсолютно тегін жасаймын, өте сопровождение Да. алмаймын де, но бірақ та клиентқа когда ты максимально көмектесесің ғой, өзі клиент өздері 300 мың теңге, 500 мың теңге өздері рахмет айтып алып келіп береді де. Иә, ол да рас. Андай бір бізде былай айтамыз ғой, рилстардың барлығын көріп жүрсіздер ғой, тегін сопровождение жасаймыз деп. Біз бияйдан официально вообще ақша алмаймыз, мүлдем алмаймыз. Дұрыс. Алмаймыз деп айтамыз да и кеңес береміз сіздерге. Өйткені если бияй узнает, что сіз и за клиента берете, и мына жақтан алып отырсыз, бізде осы потоктың біраз студенттерін бияй заблокировал. Именно сондай нәрсе әрекеттер үшін. Так что не надо рисковать бірақ кішкентай ақша үшін. Лучше не надо, вообще не надо. Потом өзі ұялып беріп еткеннен кейін, егер адам ететін болса, шын мәнісінде ол үшін бізге так бияй төлеп жатыр ғой. Шын мәнісінде ол өзі ақ алып келіп береді. Егер де сізге мысалы жұмыс жасаған моментте күшті болатын болса, өйткені менде буквально недавно болған сондай ситуациялар, еще артынан 5-6 клиент келді ғой. Міне мына кісі алып береді деп точно деп. Дұрыс. Одан кейін осы субботасы кішкене күн тағы да алып бардым. Прямо телефонға жауап беріп алайыншы. Тараздан Алматыға апарып жүрмін дайындап. Сөйтіп ол кісілерге де тоже одобрение шықты. Бірақтан БЦК ол кезде жабық тұрды, Маржан ханым. Только Фридом мен Алтынмен істедік бияй. Но ай сайын төлейтіні көп болып кетті деп, они отказались. Сөйтті дағы кеше звондайды. Біз енді осы қолымыздағы неге ең құрғанда не алып қойсақ дейді. Ең құрғанда для инвестиций хотят. И қазір сопровождениеға бір мұғалім, бір доктор, хирург қызды алдым, сол кісілерді дайындап жатырмын. Сіз Тараздан концепция алыңызшы. Концепция алайын, бір-екі кісілерім шығып жатыр, бірақ там тегі қиын екен. Историяларын бәрін құртып тастаған, көміліп қалған, өте қиын жағдайдағы адамдар кездесті. Мейлі ғой, енді қолымнан келген көмектесем, ол кісілерден ештеңе де алмайсың, алуға да болмайды, бірақ ниетім дұрыс болып, әйтеуір алып берсем болды. Сондай кісілер жолықты маған. Действительно сондай болды. Концепция қазір жақсы болып жатыр да Таразда, мүмкіндіктер бар да. 15-16. Иә, микрорайондардан. 15-16. Ана жақ стандарт, ана жақ комфорт класстағылар. Комфорт сол 16-ау деймін. Иә, комфорт 16. Білмедім. 16, стандарт 15 болып тұр ғой, 15-ші микрорайон. Енді осы орайда концепция бойынша айтып өтейін, концепция бәрін отырмыз ғой, баспана маркет сайты арқылы көресіздер. Қазіргі таңда концепция енді басталынады барлық региондар бойынша кезек-кезек. Шымкент, Түркістан, Тараз, Орал, Алматы облысы, Грэс, тағы жақтар болды, Семей, Абай, біраз региондарда басталып жатыр. И сол үшін соған заявка беруге әрекет етіңіздер. Бұрынғыда концепция деп тұрмайды, реализация госпрограмм деп жазылып тұрады ана жерлерде. Баспана маркетқа кірсеңіздер сол жерде. Қашан дата, қай күннен қай күнге дейін жазылғаны көрініп тұр. Но в основном көбінде 25-27-сіне дейін қабылданып жатыр. Осы понедельник күні ашылғандар. Қалғандарын Семей қаласында 2 клиент бар, менде концепция берсе соңғы күн күтіп жүрмін, красавчик. 19 ноябрьге дейін дегенде күндері бар. Сәйкесінше негізінде в основном беріңіздер соңғы күндерге қарай. И здесь работайте. Бір-біріңізбен кім заявка беріп жатыр деп сөйлесіп алыңыздар да. Сіздер де каналда отырсыздар ғой енді общийда. Сосын соған сәйкесінше бір-біріңізбен жасаған кезде қай квартираға қанша заявка берілгенін көре аласыздар. Чем жалғыз істегеннен қарағанда бір-бір адаммен бірігіп бірнеше адамдар заявка берген тиімдірек болады. Даже биыл ғана кезекке тұрған азаматтар болса да, оларды жібермеңіздер, олардың ЭЦП кілтімен тоже заявка беріңіздер. Себебі ол арқылы сіз дәл сол пәтерде қанша адам заявка берілген, нешінші орындағы адамдар тұр, қай жылғы кезекке тұрған азаматтар, қандай категориямен тұрған азаматтар екен көре аласыздар. Сол үшін де мен концепцияға заявка берген кезде всегда кеңес беремін. Именно новичоктардың ЭЦП-ларымен алып, соответственно, по согласованию,
келісіммен отырып, сосын барып берсеңіздер болады. Ал именно қай региондар концепция болып жатыр, ол туралы баспана маркетқа кіріңіздер де региондардың бәрін қарап шығыңыздар. Там что там көп емес қой, 10 регион каждыйына бөлек-бөлек кіріп отырып, поискқа басасыз, сөзде реализация госпрограмм деген қай жақта болып жатыр, значит, прием заявление или ожидает дегендер тұратын болса, сол арқылы көрулеріңізге мүмкіндіктеріңіз бар. Енді концепция бойынша мен мынандай бір нәрсе көрсетейін. Қойылған сұрақтармен. Мысалы, үйдің бағасын қалай есептейміз? Жазып алсаңыздар болады. Допустим, трехкомнатная квартира стоит 75 квадрат метров. Допустим, жаңағы 16-шы микрорайондағы комфорт класстағы 225 мың теңгеден болсын. 75 квадратымыз 225 мың теңгеден, значит, 16 миллион 875 мың болады. Квартираның бағасы 16 миллион 875 мың теңге. Енді бұл жерде первоначальный взнос болу керек 10%, соответственно, это 1 миллион 687 мың 500 теңге. Біз білеміз, ең бірінші этап заявка, потом конкурс, потом табыс, потом ЖКХ, ДКП, договор купли-продажи, потом оценка. Осы оценкадан кейін барып первоначальный взнос салыну керек. Осы этапта жыл сертификатқа подавать етеміз. Ханымдар, жыл сертификатқа осы уақытта ғана подавать етеміз. Басында емес. Жыл сертификатты тапсыру оңайдың оңай ісі. Базада менде жыл сертификаттың қалай документ тапсырылатыны көрініп тұрған жоқ. Но екінші модульдағы сабақтардан кейінгі Zoom сабақтарды ашатын болсаңыздар, я везде показывала, как подавать жыл сертификат через кезекте сайтында арқылы, сол арқылы. Қиын түгі жоқ. Таппай жатсаңыздар, YouTube-қа кіріңіздер де, подать жыл сертификат дегенді қарайсаңыздар, соған мән бересіздер. Қараңыздар, всегда ізденісте болыңыздар. Маржан ханым берген ақпарат, бермеген ақпарат емес, үнемі ізденісте болған адамда ғана ақпарат болады. Өйткені бізде ай сайын емес, күн сайын банкты процентті ставка өзгеріп жатыр. Мы сами не успеваем соның барлығын етуге. Сәйкесінше жұмыс жасаңыздар, ақпарат алмасыңыздар. Өздеріңіз тараптарыңыздан ізденіс всегда болу қажет, чтобы біліп отыр үшін. Жыл сертификат стандартный. Кезекте сайт арқылы бересіздер. Справка с места работы, справка о доходах, состав семьи, туу туралы куәліктер, справка об отсутствии недвижимости. Солардың бәрін бересіздер. Міндетті түрде, мысалы, мына жерде табыс растағаннан кейін сіздің қолыңызда уведомление болады, предквалдың документі. Вот соны мына жаққа қосамыз. Себебі мынарада счет болып тұрады. Счет номері такой-то, такой-то деп кезек номер. Бізге сол номер керек. Себебі жыл сертификат сіздің жеке бюджетіңізге түспейді, жыл сертификат именно сіздің отбасы банктағы счетыңызға түседі. Сәйкесінше басында заявка берердің алдында 10% первоначальный взнос, жыл сертификат деп шулдардың қажеті жоқ. Айналайын, бірінші конкурстан өтсін, екінші табысын раста, үшінші оценка жаса, төртінші этап только сенде жыл сертификат подавать етесің. Жыл сертификат подавать еткеннен кейін шақ күнде. Қиын түгі жоқ. Түсінбей жатсаңыз, YouTube-қа кіресіз де қарайсаңыз. Или Zoom сабақтарды көріңіз, Zoom сабақтарда там подача документов қалай бар. Кішкене өзіміз десек табамыз. Потом заявка бердік. Осы кезде бізде жыл сертификат отырады, уже залог қойылады и выдача болады. Енді көбімізде проблема келіп жатыр табыс растау моментінде. Жаңағы Еңлік ханым айтпақшы, сіз оның ең бірінші МКБ-сын тексеруді білуіңіз керек. Кредитная история, ПКБ-да қалай болып тұр, қандай кредитный нагрузкасы бар, соның барлығын. Себебі бізде наурызда қашан жыл сертификат? Тура осы этаппен, дәл осы этаппен. Мысалы, оценка жасалды, первоначальный взнос саған сал дейді ғой, сол кезде барып сен жыл сертификат етесің. Бұл жерде ЖКХ-мен болатын болса, мына жерде сізде строительный компаниямен болады. Договор купли-продажи, ДКП. Енді, ары қарай, мысалы, алатын үйдің бағасына сәйкесінше оның ай сайынғы төлемі қанша болу керек? Есептеуді үйреніңіздер. 16 миллион, мысалы, мына сумаға есептеуге 16,875. 16 миллион 875 мыңды. Допустим, бұл алып жатыр 2,10 мен. 2%-ға көбейтеміз, бөлеміз 12-ге. Это чисто банктың процентный ставкасы. 2% беріп жатыр. 16,875 көбейтем 2%, делю на 12. Значит, банктың пайызы 28,125 теңге ғана. Дальше кеттік. 16 миллион 875 мың
делю на 2. Потому что бұның барлығы, білсеңіздер, алдын ала займмен алынып отыр. Алдын ала займнан біз өтуіміз керек тұрғын үй займға. Сәйкесінше, мына жақтағы 10% первоначальный взносты толтыруымыз керек 50% первоначальный взностқа. Уже сіздер есептеулеріңіз қажет. Значит, біздің 50%-ы 16,875-тің бөлемін 2-ке. Сіз толтыруыңыз керек счетты 8.437.500 теңгеге. Но у вас по факту 8.437.000-ға толтырасыз. По факту сізде программаға қатысқан соң, да хоть оны жыл сертификатпен алдыңыз, да хоть оны өзіңіз төледіңіз бе. Может, счетта одан да көп қаражат бар ма? Но осы арада первоначальный взнос отбасы банктағына алып тастайсыз. Но в вашем случае болу керек 1 миллион кемін 687.500 теңге. Если, допустим, у вас там больше 2 миллионов, сол сумманы алып тастайсыз. Счетта қанша сумма бар. Но мен аламын 1 миллион 687.500. Поэтому өйткені мен ол адамды чистый депозитпен қатыстырып жатырмын. Остаток, значит, ол жинау керек 6 миллион 750 мың теңге. Сәйкесінше, дәл осы 6 миллион 750 мың теңгеге оған беріледі 96 ай. 96 ай – это 8 лет. Алдын ала займнан тұрғын үй займға өту үшін сізге беріледі 8 жыл. Бөлеміз 96 айға, значит, 70.312 минус 10%. Почему я беру 10%? Это біздің қаражатымыз отбасы банкте жатқан үшін оған вознаграждение, госпремия түсіп отырады. Вот отсюда 10% деп грубо говоря алып отырмын. Сол кезде сізде 63.281. Вот этот сумма – это основной долг. Сәйкесінше, сізде ипотека 2 суммадан тұрады. 28.125 – это чисто процент банка. Плюс 63.281 – это основной долг. Енді осы суммада 16 миллионға ипотека в месяц 91.406 теңге. Егерде ол сусын категория емес, жалғыз басты ана, госслужащий, бюджетный, без разницы қандай болып тұрады. Ага. Так, максимальное количество участников 99 дейді. Бізде нормальный адам отыр екен қазір, 91.406. Енді егерде ол 5%-бен алатын болса, но значит, на жерде көбейтеміз 5%-ға. Только здесь меняется. Енді қараңыз, вы знаете, что у него ежемесячная ипотека 91.406 теңге шығып тұр. Все. Дальше. Бізде отбасы банкте есть семейный расход. Без этого никак. Соответственно, бір адам 10 МРП. Ол деп отырғанымыз 39.320 теңге. Енді семейный расход, егерде отбасында муж работает, он не включается в семейный расходқа. Если муж безработный, его надо включить в семейный расходқа. Түсінікті ма? Значит, егерде көп балалы отбасы болса, муж не работает, муж и жена двое, плюс 4, 6-ды. 6-ны көбейтеміз 39.320 теңгеге. Тең. 235.920. Қараңыз. Енді оған 235.920 семейный расход. 91.406. Это чисто ипотека. 235.920 это чисто семейный расход. Плюс, допустим, ода Каспи ред болатын болса, доход Каспи ред ежемесячный 50 мың теңге болсын, но ред открытый 150 мыңға, соответственно, кредит 150 мың болады. Почему жәгі Еңлік ханым айтқандай, біз кредиттің бәрін жапқызамыз? Потому что это нагрузка. Енді есептеңіздер. 91.406 плюс 235.920 плюс кредиті бар делік, допустим, 150 мың теңге. Зарплата кететін, осыған кететін ақша 477.326. Соңғы өзгерістерге сәйкес біз 15% ЭПВ макс қоямыз. Это гарантинка, что точно это ЭПВ макс. Осыған плюс 15% деймін. Қосасыдар гарантийны. 548.924 теңге. Бұл дегеніміз не?
Демек, көп балалы отбасы ипотека алу үшін ЕПВ Макс 15% дегеніміз. ЕПВ Макс расшифровкасын Эльмира ханым айтып жіберіңізші, ЕПВ Макстың расшифровкасы қалай? Мысалы, Ежемесячная подушка безопасности 15% болу керек. вот сол, рахмет. Ежемесячная подушка безопасности 15% болу керек. Енді қараймыз. Біз көп балалы отбасы 91 406 ипотека шығады. Классно. Сумма минимальная. Но у него при этом есть кредиты 150 тысяч. Значит, семейный расход 235 тысяч. Осының бәрін есептеген кезде, оның жалақысы 548 924 болу керек. Допустим, без кредита, кредиті жоқ, 91 406 плюс 235 920. Кредит жоқ değil, кредиттің бәрін жапқызық. При этом, оның суммасы 327 326 болады. 327 326 плюс 15% ЭПВ Макс. Подушка жаңағы безопасности деді ме? 376 424 болу керек. Қараңыз, оның қолына алатын жалақысы 376 424 теңге болу керек. Вы теперь посчитайте, сколько должно быть его пенсионное отчисление. Бұл қолына алатын таза жалақы. Мен мысалы аламын да 80% бөліп тастаймын. Почему? Так, 376 424 бөлем 80%-ке. Демек, оның айлығы 470 530 теңге деген сөз. Значит, ежемесячно оған ОПВ 6 ай 47 мыңнан түсіп отыру керек деген сөз. Чтоб ол 91 мың теңгенің ипотекасын рәсімдеу үшін. Вдруг оның жалақысы жетпей ма, включайте 2 созаемщиков. Соответственно, созаемщиктің пенсионкасынан егерде кредиті бар болса, соны алып тастайсыздар. Түсінікті ма? Осы этап. Рахым сұрайын дегенім ше, сол гаранттарға ше, сол гаранттардың да өзінің бала шағасы бар, олар алынбай ма? Честегі. Хорошо. Соны естіп жатырмын. Ал егер былай болса, например, күйеуінің несі, күйеуі гарант болатын болса, күйеуінің бала шағасының қолдан алынбайды ғой, Енді бір рет алынды ғой, бір отбасыда бір ақ рет. бір отбасы бір ақ рет, все хорошо. Мен соны білмейді екенмін, все хорошо. Маржан ханым, подушка безопасности тек осы концепцияда ғана есептеле ма или Мен барлығына барлық ма? жерге қосам, отбасы банкпен оформляется етілетін ипотеканың барлығына 15% подушка безопасности қосам. Сол кезде мен 100% өзіме гарантированный болып тұрады. Маржан ханым, вот отбасы банкта, например, стандартная ипотека 13 МРП, иә, мынандай концепциялар 10 МРП-дан санаймыз. Сонда там расход, семейный расход шығады ғой. Енді екінші деңгейлік банкпен санағанда ол 50-50 деп есептелінеді. Сонда айналып келіп, соған келіп тұрмыз ғой, иә, мына подушка безопасности 15% қосқанда 50-50-ге келіп тұрмыз, иә. Грубо, просто 50/50. Дәл солай. Просто бұл жерде выигрышно, Арай ханым, только когда ол бойдақ болады, бір-екі адам болады ғой, сол кезде выигрышно, да? А когда у него в составе семьи несколько человек, особенно сейчас начнется военный продукт. А есть военные, которые 5 детей, 6, о жақта ого-го болу керек олардың табыстары. Қазір военный продукт деп көрсетемін. Түсінікті, рахмет. Маржан ханым, сәлеметсіз бе? Менде сұрақ бола ма? Видеоларыңызды қос қойыңыздаршы, мен таппай отырмын кім сөйлеп отырғанын. Өйткені дауыстарыңыз шығып жатыр, қай жақтан шығып жатқан білмеймін де. Қайда, кім ол? Қайда ма? Қоса алмайды. Рахым, мына жерде қанша жылға есептелініп тұр? 8 жыл. Жаңа айттым ғой. Иә. Алдын ала займнан тұрғын үй займға өту үшін 8 жыл. Сіздер дәл осылай омайды да есептесеңіздер болады, военный продукты да есептесеңіздер болады. Қазір военный продукты есептеп көрсетейін бір-екі мысалмен. Наурызда мысалы негізі 19 жыл ғой, енді максимальный ше, ол кезде бұл жерде коэффициент өзгере ма? 19 жыл болған кезде былай болып тұр ғой, максимально 19 жыл деп беріледі, но по факту наурызды 14-15 жылға ғой. 19 жылға созбайды. По факту 14-15 жыл. Любой ипотека солай болады. 14-15 жылға қараш жасаңыздар. Өйткені бір қараңыз. Жомарт, до жил займа 8 лет, после жил займа 7 лет. 15 жыл, да? Ол банктер мысалы 19 жыл деп айтып жатыр, сонда
оған не бермей ма, банктың өзі разрешение бермей ма сонда оған? Мысалы, можно созуға болады, но зачем там переплачивать 13-15 жылға? Но Кейбір мынада адамдар бар да. қараңыз, олай есептеуге Керек. болады. Мысалы, допустим, қазір біз 2-ақ пайыз есептеп жатырмыз ғой, егер де до жыл займ есептеймін дейтін болсаңыз, мынада 8 жылға емес, 13 жылға есептейсіз ғой. 13 жылға бөлген кезде, допустим, 156 месяц. Вы от предзайма до жилзайма 13 жыл. Жаңадан қандай тағы өзгерістер болып жатыр? Қазір айтып өтем. Түсінікті ма? Осы жер? Маржан ханым сұрақ Мысалы, қойып жіберейін. коэффициентпен есептейсіз ғой, ол Хорошо, коэффициентті давайте қазір мен қажет тағы па? біреуін көрсетейін, иә? Допустим, 45 квадрат, однокомнатная квартира. Допустим, Ұмаймен көрсетіп жүресіз ба? хорошо, көрсетіп беремін. Қазір мынаны бір көрсетіп жіберейін. бірінші 45 квадрат, 285 мыңнан Шымкенттен болып жатыр однокомнатная квартира. Иә? 45 квадрат, 285 мың теңгеден. Комфорт плюс санаттан беріліп жатыр. 12 миллион 825 мың теңге. Кеттік. Бұда первоначальный взнос 1 миллион 282 мың 500 теңге. Допустим, бұны жалғыз басты ана алып жатыр. Бір бөлмелі пәтер. Когда-то были дети, но дети уже выросли, все совершеннолетние. По факту она одна. Бүгінгі менің келген клиентім. Я ей говорю, давай однокомнатный. Двухкомнатный потянешь, не потянешь, не знаю, но на однокомнатный 100% потянешь. Давай однокомнатный. Или госслужащий, который беспазвен. Әлі бойдақ қыз. Күйеуі мен әйелі налоговыйда істейді. Мен айтамын, давай однокомнатный. Мысалы, барлығына бірдей трехкомнатный әпере алмаймыз енді. Бывает, екеулерін однокомнатныйға жібере беремін. Енді 5% есептейік. То же самое. 12 миллион 825 мыңды көбейтемін 5%. Ана кімдер ғой? Қайдеді ана біздің? 4-5 поток оққан кезде сіздерден андай планшет болған жоқ. Бұл планшет новый. Деде болған жоқ қой. Бұндай нәрсе біз ол кезде Excel-мен немен жасаушы едік қой, басқа нәрселермен. Қазір көп нәрсе уже өзгеріп жатыр да. Банктың процентный ставкасы 53.437 теңге. Ары қарай кеттік. 12 миллион 825 мың. Маржан қыз сәлеметсіз бе? Неге 5% қостық? Потому что ол 5% алады. 5-10-20. 5-10-20 ма? Бөлемін 2-ге минус ПВ, былай ғой формуласы, делю на 96 минус 10%. Есептейміз енді. 12, 825, раз, два, три, делю на 2, минус первоначальный взнос 1 миллион 282 500, делю на 96, минус 10%. 48 мың. 48. Бұрын біз осы жерде коэффициентпен есептейді ғой, ол қазір олай емес па есебі? Қазір осымен есептей беріңізші, миды ауыртпай қойыңыз. Олай да есептеуге болады. Ол да дұрыс. Просто мен қазір уже осымен көп істеймін де. Так, решить. 101 мың 530. Допустим, 12 миллион 825 мыңның комфорт санаттағы тұрғын үй кешенінен жалғыз басты однокомнатный квартира алатын болса, ипотека 101 мың 530. Допустим, да? И теперь, семейный расход, ана одна, бір ғана адам, демек 39 мың 320. Плюс 101 мың 530. Кто там у нас? Даусым шығып тұр. 39 мың 320. Тең 140 мың 850. 140 мың 850 плюс 15% ЭПВ макс. 140 мың 850, 161 мың 977. 161 мың 977, оның қолына алатын жалақысы болу керек. Делю на 80% десем, значит, 161 977 делю на 80% болсам, значит, оның 200 мың жалақы алса, смело осы программадан өте береді. Жалғыз бастағана 200 мың айлықпен. Можно? Түсінікті ма? Қайырлы кез, Маржан ханым. Мен сұрақ қойсам бола ма? Мысалы үшін қазір 2.10-20-да былай есептеп жатыр да, 5 күн көріс МРП-мен есептейді. 46.228-ді 5%-ға 5 Қайдағы?
Ол 5 күнкөріс деңгейі табыстың шектеуі. Аха, 231.141 Иә. адамға күнкөріс деп солай есептеп көрсетіп жатыр да, басқа брокерлерді. И солай есептесек те болады ма? Или на жерде Жоққа 10 екеуі две разные вещи. Мы там считаем, здесь считаем расход, там это доход. Жаңа сіздің айтып тұрғаныңыз табыс шектеу. Табыс шектеу бір адам содан асып кетпесін деп тұр ғой жерде. иә. Это и значит бір адам. Мына жерде ипотеканы төлей алатын табысы ма? Жоқ, олай емес. Бір адамның отбасылық табысы осыдан аспау керек. 231 мың, иә? Егерде жаңағы қараңыз, мысалы нарада ипотека 202 мың болса жетеді дедім. Если бұл әйел келеді, по факту оның айлығы 300 мың болсын, иә? Допустим, примерно айтайық, иә? Или там 500 мың теңге болсын, иә, по факту айлығы. Отбасында жалғыз өзі ғана. Но ода 231 мыңнан аспау керек, мемлекет етеді. Дорогая, оказывается, нормально зарабатываешь, что тебе льготная ипотека? Оформляйте обычный дейді. Болды, сол ғана ғой. 202-ден аспау керек. 231-ден. 231-ден аспау керек, 202-ге жету керек. 202 болса болды, жетеді деген сөз. Хорошо? Маржан ханым, егер де сен декретте отырған ана болсашы. Декретте отыр да, бірақ 2014 жылы неге госслужба болып кезекте тұр. Декретте отыр. Неше баламен отыр? Екеу ғой? ипмен болмай ма, не ипмен доходшысы ғой? Ол кезде күйеуінің доходы есептелмей ма? ипмен доход болғанда уже болып тұр ғой, келесі ай концепция басталады, ол ипо доходпен дайындаламай қалады ғой. Қараңыздар, енді бұл жерде бір минус бар. Бір минус мынандай. Ладно, мы, допустим, сейчас оны пропустим, да? Допустим, мы его пропустим. Ода основной доход жоқ. Хотя минимум 8500 теңге болу керек те, чтобы созаемщик шақыру үшін ше. Ода основной доход жоқ па, табыс растай алмайды болды. Күйеу қатыса алмай ма? Күйеуінің доходы есептелмей ма? Жоқ, оны мысалы гарант болатын қасына бір адам гарант болуға да болмай ма? Гарант болу үшін өзінде минималка пенсионка болу керек. Почему мен сұрадым, неше баласы бар деп? Егер де ол көп балалы болып 63 мың пособие алып отырса, этот пособие оған доход болатын еді де, ол уже гарант болып шақыра беретін еді. Но по факту ода ешқандай табыс жоқ болған соң, ол табыс мүлдем растай алмайды. Хотя бы минималка 8500-ден 4 ай болу керек еді. Ол ай сайын ана догодик алып отыр ғой енді. Но это табыс емес қой ол. Ол баланың ақшасы ғой. По уходу за ребенком. Маржан ханым, келесі жылға алатын шығармын да. Маржан ханым, бұл мәселеде күйеуінікі табыс болып есептелмей ма не? Күйеуі жұмыс жасаса. Өзінде күйеуі созаемщик болу керек қой. Күйеуі созаемщик болу үшін өзінде табыс болу керек. Мен мысалы ондайларға қатты нетпеймін. Қараңыздар, мен былай істеймін. Пропускать етіп көріңіз. Ну, гарантия бере алмаймын. Мысалы. Жоқ, Маржан ханым, ол скорингте өтпей қалатын сияқты ғой. Сол 4 ай несі доходы болмаған кейін. Вот. Просто қараңыздар, әйелде жоқ па? Күйеуде бар болса да өтпейді. Мына әйелде хотя бы половина болу керек. Хотя бы половина это жаңағы пособие. Или әйелде полный болу керек. И пособие, и жалақы. Видите? Мына жағдайда күйеуін өте береді. Күйеуінікі жетпей атса, екі созаемщик шақыра береді де. Но потому что ода пособие бар да. Пособие считается доп доходом. Но мынада 0 болып тұрған жағдайда, да хоть оның өткендегі мендегі ситуация сияқты ғой, бір қыз кепті да консультацияға. А менің ағам бар, который ежемесячно 1 миллион жалақы алады. Да пофиг. Сенің өзіңнің жалақың жоқ қой. Сенің өзің минималка болу керек те. Бір сабақта сіз былай айтқан едіңіз, Маржан ханым. Ол егер өтіп тұрса, табыс растай алмай атса, бүйтіп наличка ақша жинап сатып алуға болады деген сияқты айтқан сияқты. Можно. Егер өтіп тұрса, сатып алуға болады. Мен оны көбінесе инвалидтарға қолданамын. Көбінесе инвалидтарға и пенсионерлерге. Еңлік ханым, помните, сізде 78 жастағы апаңыз бар еді ғой? Сіз маған сабақта айтқан. Еңлік ханым? Айттым мен уже ол кісіге. Предложение мықты етіп айттым. Соны мужына жаңағы сол кісінің 70-ке толып қалған кісінің баласы мен келіні ойланып жатыр. Подавать етеміз, етпейміз деп. Сонымен бүгін ертең тез арада беріңіз, уақыт өтіп кетеді, 20-сынан басталды деп кеше тағы да хабарға шыққанмын.
2 күн ответ береміз деді. Сатып алуға болады ол кісіге жаңағы. Сатып алсын. Сатып алсын. Сол Егерде төмен бағамен. доход растай алмай жатыр ма, сатып алсын. Вы что? 160 мың теңгемен за квадрат метр этаж. Даром. Если жетпей жатса, сіз созаемщик гарант боласыз деп айттым оны предложение. Просто ондай үлкен кісілерге именно зейнеткер ретінде кезінде тұрды ғой. Кезекке. Зейнеткер ретінде кезекке тұра алады. Но зейнеткер ретінде кезекке тұрғаннан кейін, соответственно, 70 жастан асқан кезде уже ипотека рәсімделмейді. 64-те 5-ке дейін ғана ипотека рәсімделеді. Бұл кісінің кредитный историясы қарамай ма? Зейнеткердің. Зейнеткерде бар 20 жылдан бері кезекке тұрған. Рәсімделмейді. Соны Маржан ханым жаңағы мен өткізе берейін ба? Қайын әпшемді 2014-те кезекте тұрған. Өтіп атса, наличкеге сатып алсақ, біз сатып алсақ. Сіз сатып алыңыз. Жоқ, Зере, сіз көрсеңізші салып, қазір 25-і болмады ғой. Оны қалай сатып алады? Қалай сатып алады? Не туралы? Заявка беріп, төмен бағамен. Жоқ, егер өтіп тұрса, табыс растайтын кезде біз наличке сатып аламыз деп сатып алсақ та. Болады. Өтіп кетеді ғой 2014 смело. Сәлеметсіздер ме еще раз? Егерде инвалид баланың анасы ретінде ше, хороший ретінде түскен доход, ол доходқа саналады ғой. Ол болса болады, все хорошо. Маржан ханым, сатып алу, о чем речь идет? Қараңыздар, міне. Бізде ол лайфхакты пайдаланады көбінесе Түркістан, Чымкент, Тараз, сол жақта страшно пайдаланады. Біз жақта кішкене ондай онша жоқ. Ол жақта апашкалардың бәрі пенсияға шыққаннан кейін кезекке тұрғызып қояды. Тұр, и все. Потом возрасты келген кезде, допустим, ол жаңағы айтып отырған Еңлік ханымда 70 жастағы апашка бар, который кезекте тұрған. Зейнеткер ретінде кезекке тұрды. Но ол кісі 100% өтеді. Но ол кісіге ипотека рәсімделмейді, потому что ондай жаста ипотека рәсімделмейді. Да хоть молодой пареньді алып кел, рәсімделмейді. Сәйкесінше ол ситуацияны не істейміз? Бағанағы заявка беру этабында конкурс этабы өтті ғой. Конкурс этабы өткеннен кейін мен сіздерге айттым, табыс растау этабы деп. Табыс растау этабына келген кезде ол айтады, я ее выкупаю 100% дейді болды. Заявление жазады, дәл сол үйді отбасы банктен за квадрат метр 160 мың, за квадрат метр 225 мың, любой суммада алады да сатып алады. Мысалы, бүгін маған келді инвалид первой группы, недееспособный, сөйлемейді, көрмейді, қараушысы ретінде мамасы. Мамасының өзі жасы 70-те. Ойлашы, 68 ба сондайда. Бүгінгі келген апашкада. Ана олдың жасы 43-те ма сондайда. Өтпейді. Но кезекте тұр 2017-тен бастап. 2017 ма, 2007 ма, не помню айтыр. 2017, кажется. Кезекте тұр. Оған аренда жүйеге қатыстыра берсе болады. Аренда жүйеден өте береді. Или мен айттым, жаңағыдей аренда жүйеге қатыса беріңіз. В принципе, можно аренда жүйеге, өйткені олар аренда жүйеге қатысқан кезде мемлекет тегін үй бермейді. Айына 11-12-22 мың теңге шамасында төлеп отырасыздар. Дальше вы эту квартиру выкупаете. Получается, приватизация жасайсыз. Приватизация жасалған моменте, соны на тот момент стоимости, насколько она была оценена, и в этот момент, сколько вы уже положили ежемесячно төлеп жүріп, сол суммаңыздан болып перерасчет болады, остаток сумманы төлейсіз. По-любому ол квартира сіздің атыңызға өтпейді, пока толық сіз оны выкупать етіп алмағанша. Бір вариант оны қай кездегі суммамен, ол қазіргі оценочный бағамен ба, или сол кездегі сол уақыттағы. И сосын екінші вариант, ол жаңағы 100% сатып аласыз. 100% сатып аламын десеңіз, сізге бір айға дейін уақыт береді сатып алуға. Заявка бересіз де. Мен даже бывало кредит алғызып сатқызып алатынмын. Инвалид келді, бірінші группа, недееспособный, короче, ақыл есі дұрыс емес. Сосын оған ипотека рәсімделмейді, потому что он психоневрологический справкасы бар да. Ну вот, кезектен өтіп тұр, классно. Айтам, все, вот, выкупаем. Ақша жоқ, мен айтам, все, квартира кредит алыңыз, аласыз. Ол тек қана арендный жильеда ғана ма сатып алатын, или 220-да да болады ма? 220, концепцияны. Маржан ханым, группада кіре алмай отқандар бар, разрешение берсінші дейді. 90 адамнан артық ала алмайды екен. 90. Маржан ханым, мына жерде сұрай жіберейікші. Жаңағыдай не болып тұр да, инвалидта, не диспансерда болып тұр да. Оған қараушысы бар ғой. 100 адамнан артық ала алмаймын. Ол программа не допускает, менде онда разрешительный не жоқ. Маржан ханым жаңағыдай болып тұр да, мен не диспансерный адам болып тұр. Бірақ оның қараушысы бар ғой. Ол қараушының атынан ол болмай ма? Төлеуге. Созаемщик тартады?
Просто тартқаннан бұрын недееспособный болған кезде көз көре ма? көзі көреді, бірақ ақыл есі дұрыс емес қой. Психоневрология. Подпись қоя алмайды. Да. Жетпейді. Ол бірақ өтпей ма ол? Арена Жюлеға жіберсеңізші. Арена Жюлеға қаншасыншы жылғылар өтсе керек? Осы жылы тұрғандар өте ма? 18-ші жылға дейінгілер Арена Жюлемен 100% өту керек негізінде. Жылына қарайды ғой. Қараңыздар. Менде тоже бір клиент бар, инвалид первый группа. Қазір Арена Жюлеға документ подавать етеді. Но пока ашылған жоқ. Но болашақта 2026-дағы өзгерістерге сәйкес. Қараңыздар. Арена Жюле қалай болады? Қазір бүкіл сонның қызметін кезектені алдыда отбасы банкке берді полномочия. Өркен кезетпен жасайды. Соответственно, өркен кезет цифрализация. Бүкіл базаны алды. ЕГОВ, МКП, короче, сколько база бар, соның барлығын алып отыр. Ары қарай бұл базаны енді ол цифрализованный болған соң бізге почему айтады? Өркен кезет базаға кіріп, согласование беріңіздер деп. Не үшін айтып жатыр? Потому что вы даете согласию, таким образом вы подтверждаете. Дальше. Енді ол суммасы емес, енді ол данный базада сақталады. Сәйкесінше программа квартира бөлінген кезде списоктың басында тұрған, допустим, 500 адамға айтады. Трың, смс-рассылка, Арена Жюлеға қатысыңдар деген. Они дальше подают келіп заявканы. Мысалы үшін, егерде сол этапта олардың табыс шектеуі бар, 3 прожиточный минимумда, 3 прожиточныйдан асып кеткен жағдайда, они автоматически идут на ипотеку, потому что табыс асып кетсе, оған Арена Жюле бермейді. Тура сол сияқты ипотекада солай. Қазіргі өзгерістер енгізіліп жатқан себебі, қазір ғой біз баспана маркет арқылы баспана маркет арқылы подавать етіп отырмыз. Но алдағы уақытта кішкене чуть-чуть по-другому болады. Ол кезде кім бірінші очередке тұрды, соларда полномочия жоғары керек. Бірақ та сәйкесінде олардың барлығы табыс растау керек. А бізде кім қай жерде құлайды? Бәрі табыс растауда құлайды. 2014-2015 кезекте тұрған адамдар қырғын, но бәрі табысын растай алмайды. Кредитный история. Историяден өтпейді, сондай моменттер ғой. Алло, прием, осы жерде. ИП-мен табыс растай ала ма? ИП-мен, конечно. Растайды. Маржан ханым, жаңағы. Ода табыс шектеуі жоқ па? Бір-бірден айтыңыздаршы, Мереке айтып жүріңіз. Маржан ханым, жаңа пенсионер кісіні аяқтап тастайық. Менде де сондай жағдай, бірақ баласы жоқ, тұрмыста жоқ, үйден кезегінде бір 20 жыл тұрған екен. Не істейді, ол кісі інісі сатып ала ма? Жоқ, выкупты бауырының баласы да, інісінің баласы ала ма, әлде өзінің бірге туғаны ол керек па? Жоқ, өздері сатып алған кезде бабушканың атына оформление жасалынады олар. Кредитті племянник алып беру мүмкін. Оформление бабушканың атында болады. Потом бабушка сама распределяет, кому отдать эту квартиру. Маржан ханым, бізде бірінші топтық инвалидность бар адамда нетрудоспособный. Мадина, сіз хотя бы видеоңызды қоссаңызшы, сіз қай жерде екеніңізді білейік те. ИП-мен табыс растағанда ода шектеу болады ма? Конечно. ИП-да оборот 40 миллион, 20 миллион оборот болса айтады, айналайын, доходың жетеді екен ғой дейді болды. Маржан ханым, балалары бар. Сұрақ қойыңызшы. Давайте по очереди. Қолдарымызды көтереміз, мен айтам, қосылыңыздар деймін. Мөлдір ханым. Жоқ, ол көтермейміз, анарда қол көтеретін нәрсе бар. Менде бірінші топтық инвалидность нетрудоспособный болып келгенде, мамасы опекун болып қатыса алады ма? ЕЦПС арқылы кіріп. Баланың атынан кетеді ғой негізінде. Но негізінде мынандай нәрсе болған бізде. Балаға ЕЦП ашылмайды екен, оны соңға да сосын. Менде мынандай бір ситуация болған. Бұл биыл емес, былтырларда. Получается, былай болды. Біз концепция арқылы бір кісіге оформление жасадық. Оказывается, она нам не сказала, недееспособный екен. Отбасы банк, она не проверяет, сіздің дееспособный, недееспособный, вообще не проверяет. Ол өзі аяғымен жүріп келді отбасы банкке ше. Бәрін өзі істеді, бізбен бірге жүріп жасады. И последний момент бар ғой, когда залогқа қойылады ғой. Залогқа қойған кезде 1045 документке қол қойсын ғой. Именно сол кезде айтады да, менде қол қою құқығы жоқ. Ол менің құқығым, менің сестрам ба біреуде дейді де. Право подписи ше. Мен такая, а чё сен айтпайсың? Мен айтам, все, давай өзің қойсын, мен мына жерде белгілеп тұрамын, осы жерге қол қойсын.
Почему? Егер де біз қол қою құқығы бар адамды басынан бастап изначально сол жүру керек еді де, анарды екеуін заменять ететін болсақ, біздің бүкіл жасалған этапымыз сгорает. Сол үшін мен айттым, басынан бастап еттің ба, дальше продолжи. Кейбір жағдайларда, да, допустим, базада жаңағы оның психоневрологически тұрады, но банк не проверяет его дееспособный, недееспособный деген ФТЭК-тің құжатымен етіледі ғой, оны, по-моему, они не проверяют. Поэтому бізде был случай, нас прокатило. Солай. Енді мен басынан бастап мамасымен алып, льгота бар емес па при оформлении? Изаура мөлдір сөйлеп жатыр. Айта беріңіз. Оны мамасымен апарып, енді басынан бастап мамасының арқылы кіріп, сол арқылы бере берейін ба? Дәл солай, потому что ода ЭЦП кілт жоқ, ЭЦП кілт мамасы арқылы. Бірақ мен оны логин арқылы, қазір ЭЦП-сыз кіруге болады деген заң шыққан екен, мен оны логин пароль арқылы кіргізетін қылып істеп қойдым да ол қызды. Бірақ ертең соңында солай білетін болып қалса, бәрі аннулировать етіп кете ма, сол үшін мамасымен тіркей берейін. Мамасы еткен кезде де ананың атынан хаттама арқылы жүргізіп отырады ғой. Все, рахмет. Ол қыз 18-ге толмаған ба сонда? Ол қыз уже 25-те. Бірақ ол бүкіл орындай алады, қол қою бүкілін істей алады, бірақ басында инвалидностьке шыққан кезде нетрудоспособный қылып кіргізіп жүрген ғой базаға. Ал енді оны өзгерте алмайды деп жатыр. Просто мен сестрам бар ғой, сестрамды она тоже недееспособная, ол потому что инвалидность алған кезде она же была недееспособна, вообще жүрмейтін де, сөйлемейтін де. Қазір ғой шүкір сөйлейді де, тұрады да, жүреді де. Но бірақ та менің мамам смотрящий, сол уақыттан бастап мамам смотрящий болып тұр да оған. Но она по факту сама все делает. Если солай ететін болса, өткізе берсе болды. Оқты үй алды ма, сестраңыз? Бұйырса енді аламыз. Алматыда программа ашылған жоқ қой. Алматыдағы сұрақ қояйыншы. Мына екінші группа бар, иә? Ертең мысалы группадағыларға, многодетныйларға ана банктен ипотека оформление жасағанды банктың комиссиясынан босатылады ғой олар. Иә, группа инвалидность. Сол кезде ол екінші группа полный выкуп алу керек деп шықпай ма екен? По факту көресіз, Изаура. Білмеймін уже ситуация. Екінші группа выкуп жасай ма или жасамай ма? Все могут. Хотя ол жұмыс жасап жүрген. Табыс растай алмайды, но по факту ақшасы болса, я ее выкупаю десін болды. Маржан ханым. Ақшасы болмаса. Кто там, Маржан ханым? Гарант бола алмай ма оған біреу? Гарант болмау. Заура жаңа айтып өттім ғой басынан бастап. Қай уақытта гарант болады деп. Өзінде егер де инвалидность бар болатын болса, инвалидность это доход. Созаемщик шақыра берсін. Все. Сонымен төлей береді да, полный выкуп жасамайды. Егер де инвалидность болып, основной доход инвалидность болып, екі созаемщик тартып, хотя бір созаемщик сол тапсырыс жасай алатын болса, сонымен ипотека төлей береді и все. Маржан ханым, бір сұрақ. Кім ол бізде жазып отыр, Маржан ханым деп? Видео қосыңыз. Видео қосты, көрінбей тұр ғой. Маржан ханым, мен сұрақ қойсам болады ма? Концепция бойынша мен заявка тастап едім. Сіз айттыңыз ғой, көруге болады. Кәмшат, Мадина сұрақ қойды. Мадинадан кейін онда мен сұрақ қойыңызшы. Асима ханым болады Мадинадан кейін. Айта бер. Мен сұрағым. Маржан ханым, менде былай Таразда бір клиент бар да, екінші топ мүгедек, 93 жылғы бала ғой, семьясы ештеңкесі жоқ. Енді ол кісіні концепцияға алатын болсам, отбасы счет жоқ дейді ол. Счет ашып қатыса берсек бола ма? Никогда старый счетпен қатыспаңыздар. Всегда новый счетпен қатысыңыздар. Үнемі новый счет. Егер де клиент келіп... И оның ішінде ақша болу керек, иә? 20 000 теңге болса да болады. Новый. Рахмет. Егер де счет бар болып, ішінде 2-3 миллион теңге қаражат болса, ни в коем случае оны концепцияға қатыстырмаңыздар. Лучше откройте новый депозит. Сол новый депозитпен қатысыңыздар. Ана ақшаны келесі бір программаға сақтап қойыңыздар. Может быть, передаст біреуге, сөйтіп пайдаланып қалсын. Ана бізде Зарина ханым болды ғой, 7-ші потокта оқыған. Бұрынғы старый депозитін 200 000 вознаграждениемен ба, 101 нәрсемен вознаграждениемен ба, концепцияға қатыстырып жоқ қылған. Ондай ситуация болмасын. Асима ханым айта беріңіз. Он деление жасса, несі вознаграждениесі бөлініп кете ме? Ja, Асима ханым айта беріңіз. Маржан ханым, сәлеметсіз, қалдарыңыз қалай?
У меня сол баяғы 7-20-25 дочу, короче, БЦК банк арқылы ғой. Асима ханым, Ал, сізде 7-20-25-та кезекке тұрдыңыздар по кадастровому номеру. БЦК банкте вы не можете поменять кадастровый номер. да, я знаю, енді басқа лимит арқылы алу үшін бағам айтады, ИП-ның несі жарамайды дейді. ТО арқылы жасаңыздар дейді. А мы-то через ИП делали. ИП-ны БЦК ешқашан да қабылдаған емес қой. ИП ары кетсе Freedom ғана бір қабылдағаны бар. Енді бұлар қабылдамайды. Видите, ИП-ны қабылдамайды екен, оказывается, надо через ТО дейді теперь. БЦК тем более ИП қабылдамайды, Асима ханым. Маржан ханым, сұрақ қойсам бола А ма? бізде только 19 лет получается через БЦК только. Онда заново все делать. Мадина ханым қол көтерді жаңа. Мадина. Мен сұрағым, милиция болып жұмыс істейді екен, декретте еді қазір. Бірақ жаңағы квартирный алып отыр. Соған концепцияға қатыстыра берсек, оған гарант керек бола ма? Давайте военный продукт бойынша түсіндіріп өтейінші. Қараңыздар, бізде планируется ноябрь айына военный продукт, я. Военный продукт деген кезде қателеспейміз, это не чисто только военный. Бұл жерде МВД, ну, короче, бар ғой, те, кто получает жилищные. Все. МЧС, пожарный, ТНБ, допустим, Изара досыңызды жүргеніңіз, аэропортта істейтіндер, пограничник, полиция, Изара досыңызды жүргеніңізші, гаишники, без разницы, кто квартирную получает, даже ол аэропортта істеп квартирный алса, мысалы бізде Гүлназ істеді ғой, аэропортта істеп жүріп квартирный алды, да? Все, они могут поучаствовать в этой программе. Хорошо? Маржан ханым, Ақтөбе облысы алмайды ешқандай нелері. Хоть пожарный ешқайсы алмайды, олар қатыса ала ма? Неге алмайды екен? Сол алмайды, жилищный, пожарный, полиция ешқайсы алмайтын екен. Бермейді дейсің. О жақты білмеймін. Мен кім алады, солармен жұмыс жасаймын. Алмайтындарға басымды қатырмаймын. Хорошо? Енді қарайық. Осы арада обязательно квартирный алып отырған адамдар бар ғой. Квартирный, жилищный, без разницы. Все участвуют. Все. Түсінікті ғой, я? Алып отырса болды. Енді қараймыз. Бұл жерде первоначальный взнос. Егерде ол от застройщика квартира 15%. Егерде, допустим, квартира от BI, первоначальный взнос 15%. Если квартира от BI, но чистовая с ремонтом, первоначальный взнос 5%. Түсінікті ма? Здесь с ремонтом. Это от застройщика. А если вторичка? Вторичка готовый. Жерима, этажима, без разницы. Любой банктен өтетін құжаты бар документ. Там первоначальный взнос 20%. Түсінікті ма? Оларға да қарамайды ма? Любой жерден ала беруге болады. Егерде ол Таразда қызмет атқарып жүріп, Қордайда, Пагранда істеп, сол Тараздың тарификациясымен 57 мың пенсионка алып отырса, Алматыдан үй алғым келеді десе, ала беруіне болады. Но оның жилищный Тараз ба? Тараз бойынша есептеледі. Даже, допустим, ол кейін Алматыға көшіп келсе де, тарификация ана жақ болып есептелінеді. Где он оформлялся? Когда он оформлялся? В каком регионе? Прописка маңызды емес. Кезек маңызды емес. Енді қараңыздар. Здесь банковская процентная ставка 8%. И здесь тоже 8%. Сумма ограничения бар ма бұларда? Давайте мен аяқтан или мен сөйлеймін. Айтайын. Давайте, первоначальный взнос, егерде 50% бар болатын болса, банк 6% береді. Допустим, военнослужащий, пограничник служит, допустим, Алматының шетінде, Харгоста, допустим, да, Харгоста. Алматинская область, Панфиловский район. Харгоста служит, сол жақ бойынша ол квартираны алып отыр. Ол айтады, мен Астанадан квартира алғым келеді. Демек, ол Астанадан пәтерді ала беруіне мүмкіндігі бар. Но главная задача, егерде Астанадан первичкадан с ремонтом пәтер алам дейтін болса, ол 5%-бен первоначальный взнос болу керек. Егерде готовы квартира ала беремін, сол Қордайдан, басқа бір жақтан десе, без разницы 20% первоначальный взнос.
Енді в моменте, пока неизвестно первоначальный взнос заявка беру үшін салыну керек па, салынбау керек па, бұл вопрос пока білмейміз. Но міндетті түрде заявка берілген кезде этап қалай болады? Барған кезде сразу табыс растау қажет. Сәйкесінше ол жұмыс орнына финотделға рапорт жазады да, екі құжатталады. Бізде Эльмира ханым бар ғой, мықты эксперт именно по военной части. Екі справка алады. Біріншісі о заработной плате, екіншісі о жилищных выплатах. Допустим, зарплата у него, оклад 300 тысяч, майорский анамносымен. Жилищная выплата Алматы болсын 680 мың теңге. 5 баласы бар, я? 680. Вот, оның жалақысы 980 мың теңге. Енді есептейді. 980 мың жалақы оның ипотекасына, семейный расходына, если, допустим, кредитына жететін болса, все оған мультисертификат шығарып береді. Мультисертификат действует 45 дней. Сәйкесінше дәл осы аралықта 45 күнге берілсе, допустим, да, может 30 күн. 45 күнге сертификат берілсе, 45 күннің ішінде ол үй табу керек. Үйдің оценкасы жасалып, банкке беріліп, банк оценканы қабылдап, одан кейін барып документтер қабылданады. Заявка чисто офлайн. Егерде клиентіңіз пограничник болып, там, заставада бір какой-то бір жерде келе алмай жатса, можно по гендоверенности. Получается, допустим, Изаураға бір клиенті, Ақтауда кемеде жүрген бір клиенті Изаураға доверенность береді. Изаура баратта Ақтаудың отбасы банкке барып заявка бере береді соның атымен. Заявка береді, үйін тауып береді, оценкасын жасап береді. Просто ол залогқа береді. Блокчейн арқылы өтсе, онлайн өте береді. Ол ең последний момент выдача болған кезде ол өзі қол қою керек. Сол кезде өзі кемеден келеді де, Ақтауға келіп қолын қояды. Заявка только офлайн. Өзінің жалақысы жетпей жатса, созаемщик тартуға болады. Но көбінесе біз оның әйелдерін дайындаймыз дәл осы этапта. Түсінікті ма? Все, абсолютно все, кто получает квартиры. Ақтөбеде алмай жатса, значит, қатыса алмайды деген сөз. Маржан ханым, бір сұрақ қойыншы. Декретте тек қана квартирный алып отыр, күйеуінде доход бар. Екі доход қой, өзінің квартирный доход и күйеуі созаемщик. Жақсы, рахмет. Маржан ханым, сұрақ қойыншы. 30-да 70 ыңғайлы ма или әскери ма осы? 30-да 70 қатысу үшін вознаграждение әдемі болу керек. Бәрі жетіп тұр, иә. И ол жерде үйдің бір минусы маған ұнамайтыны 30-да 70-те волокита көп, бір айға жуық жүресіз документін оформление жасап. Екінші, бұл жерде застройщик 10%, банк 10% қойғандықтан застройщик обнаглели, они включают туда в стоимость еще дополнительно 7-8%. Минусы 12% қойып отыр, 12%. Ойба, еще 12%. Үшінші минус, это первичка, соответственно, там нужно ремонт. Зачем? Да. Невыгодно ғой. Конечно. Лучше отбасы банкпен военный продуктпен алсын да, тезірек вознаграждениесі бар болып тұр ғой, значит, жыл сайынғы өте салсын, и все. Еще 30-да 70-пен многие ЖК не продают же, кто договорға. Я таптым ой, мен соны таптым 30-да 70. Кейін клиентім 50-50-ге де болады деп. Мысалы, қараңыздар, мен сұрақ қойсам бола ма? Қазір буквально бір апта бұрын біз Гейт-Ситида квартира саттық, я? Қараңыздар. Гейт-Ситида трехкомнатная квартира стоит 5-й этаж 40 миллионов. По программе 30/70. Көрсіздер ма? 30/70 40 миллионов. Оның шотында 8 миллион теңге бар. Ол добор жасайды кредитпен, оставшийся 4 миллиона. Мысалы, әйелін атына кредит шығарам деді де, пожалуйста, өзің біл. Өйткені жалақысы бәрі жетіп тұр, в принципе, ай сайынғы төлеме бәрі келіп тұр. Но мен оған айттым, айналайын, қайтесің сен нені, 30-да 70-ті. Здесь есть 50-де 50. 50-де 50-мен алсақ, ол квартираны 33 миллион қаламыз. Прикинь? 33 миллион қаламыз, или 40 миллион қаласың. 33 миллионның половинасы, то же самое 16 миллион. 16.
мен айтамын да, лучше кредит алайын деп тұрсың ғой, ал. Но бірақ та мынандай сияқты 8 миллионға жоқ кредит алатын болды да. Ана жақта 4 миллион, ана жақта 8 миллион кредит алады да. Но 50-де сен оны быстро закроешь. Переплата. Переплата наименьшая, во-вторых, и еще выгодно по сумме. Ежемесячно платеж все равно аз. Вот здесь Супер. Супер. Ипотека оформляем, тем более с его вознаграждением біз неше айда 8 айда жыл займға переходим. 8 айдың ішінде. Ар жағында ипотека 6 жыл дейтін болсақ, сонда даже 7 жыл болмай ипотека жауап да? А ана жақта 13-14 жыл. Зачем? Менің клиентімде 50-50-ге 22 миллионға жетіп тұр да. Енді 30-70-ті қоя тұрып 50-50-ді алыңыз деп жатырмын да, ол осы әскериді күтіп отыр. Сол қайсы выгодно, 30-70 не выгодно болып тұр, енді 50-50 ма, или мынау әскери ма? Счетында қанша бар? Счетында 5 миллиондай бар да, бірақ 11 миллионға жеткізем дейді, 22 миллион үйіне. Әскеримен ала Вознаграждение жетіп тұр. Әскеримен ала берсін. Кешіріңіз, 50-50 мен пенсионерден асқан кісі мультисертификат ала ма? Жоқ. Аламай ма? Жоқ. А мультисертификат неге ғана беріледі дедіңіз? Табыс растай алған жағдайда ғана. Маржан ханым, менде мындай болды да. Маржан ханым, менде мындай да, 50-50-ге клиенттің вознаграждениесі жетіп тұр, иә. Бірақ үстіне бір 7 миллиондай кредит керек та, соны өзіне, күйеуіне бермейді, өзіне ипсына алсам дейді. Ойбай, жоқ. Ипсына алсаңыз 43%-бен аласыз. Вы что, с ума сошли, что ли? Лучше Жоқ, ол айтады, 7 миллионды вторичкіден алғысы келіп тұр, 50-50 қылып. Потом ол маған не болмай ма дейді. Нагрузка болып кетпей ма дейді да. Әйгерім, қара, сен бірінші оған предадоп алып ал. Предадоп алып ал, предкіп ал. Потом квартираңды оценка жаса. Оценка жаса, банк қабылдасын. Потом саған уведомление береді. Это уведомление гарантинка. Предадоп, ол это мультисертификат қой, предадоптың ішінде саған определен квартира тапқанға. Квартира таптың, оценка жасан банкке бересің, банк қабылдайды, саған гарантинка береді. Сол гарантинка берген кезде ана үйді залогқа қоймай тұрып, сол жерде договор шығара сал. Все. Сол кезде анау-анауды көрмейді, анаға жетпеген суммасын былай бере салады, и можешь быстро оформить. Я Маржан ханым, любой кредит беретін жерден. Мысалы, ол 50-50 мен, мысалы, я басында 3 жыл төлеуі мүмкін, кішкене чуть артық сумма. Но ему же выгодно 50/50 пен переплата. Минимальная суммасы. 50 сонымен алғысы келіп жатыр ғой, 50-50 мен. Вознаграждениесі жетіп тұр. Ну, бірақ та оған насколько добор береді. Қазір барып, заявка беріп жүрмесін кредитқа. Ни за что. Иә, айттық олай істеме деп. Маржан ханым, сұрақ қойсам бола ма? Қойыңызшы. Бағана күтіп отыр едім. Мен заявка жібердім, баспана маркетше концепция кездеме. Кезек-кезекпен, иә. Иә, сол заявка жібердім. Сіз айттыңыз ғой, бағана концепция там көруге болады, алдында қандай адам тұр, қашан очередьке тұрды. Мен вот заявкаға кіріп тұрмын да, но у меня не видно. Конечно, мы все подаем последний день. Почему ты первый день подаешь заявку? Все ждут последний день. Жоқ, последний день болған кезде көріне ма сонда? Конечно. Сен заявка беруін былай көрсетіп жатқан күннің өзінде қай квартирада қанша заявка екен көрінеді ғой. Бірінші күні ешкім заявка бермейді ғой. Бәрі соңғы күні береді ғой. Жоқ, там уже 92 заявка болып тұр да, на сегодняшний день. Әлі мысалы бір ай бар. Пәленбай адам береді ғой по-любому. Жоқ, оны қалай көреміз? Сен алып тастаған сияқты, Маржан ханым. Тура жаңағы. Бұрын көре алатын едік қой. Дата ранжирование. Не знаю, нақты айта алмай тұрмын, қазіргі ситуацияға байланысты. Но бұрын полностью ететінмін. Көретінді алып тастаған көрінбейді қазір. қай жерде болып жатыр сонда, Камшат? Ана Грестеге берген ғой заявка, сол жақта просто дата ранжирование тұр, и мынау заявление принято, и сіз мынандай датадан бастап тұрсыз очередьте болды. Алдында неше адам қандай очередьте екен көрінбейді да, былай раньше кажется. Қазір эксперттердің концепциядағы өзгеріс деп шулап отырған дәл осы жағдай ғой. Эксперттер бәрі қазір лайфхактар, новый жаңалықтар шығып жатыр деп шулап жатыр ғой Инстаграмда. Концепциядағы соңғы өзгерістер деп отырған. Мен де соны естігемін.
сол бұрынғыдай ненің заявканың санын көруді алып тастаған сияқты. Біз әлі беріп көрген жоқпыз. Менеджерлар ұстағаныздар онда. Неге отбасы банкте де оларда да не жоқ қой? Неге жоқ? Кім айтты жоқ деп? Оларды көре алмайды ғой, бізде қанша адаммен сөйлесіп отырып отбасы банкте. Біз бұл көре керісінше алмаймыз. бізде шанс көбірек бізде. Маржан ханым, сұрақ қояйыншы. Сосын қазір мынандай өзгертіп отыр ғой, қазір отбасы банкте ше, Талдықорғанда концепцияны. менеджерім болған, сол менеджермен былай подушка болатынбыз да, сол маған айтатын, мына квартирада 2010-дықтар тұр, мына квартирада 2015-тіктер тұр. Жоқ, ол заявка бергеннен кейін көре аласыз. Заявка бермей тұрып былай курсорды жақындатқанда саны тұратын еді ғой. Иә. Сол қазір соны алып тастаған сияқты. А так заявка бергеннен кейін көресіз ғой, нешінші болып тұрғаныңызды. Ішіне кіргеннен кейін Жоқ, қазір көрінбей тұр. Мысалы, я могу камеру вот так перевернуть, да, вот только написано, вот сіз ғана тұрсыз, и дата ранжирования, и все көрініп тұр ма? Басқа информация жоқ вообще. Онда бәрін алып тастап жатыр. Сосын қазір полностью домға сен андай квартираға бұрын таңдайтын еді ғой, 5-ші этаж угловой деген сияқты нәрсе. Қазір сен заявка домға ғана бересің, и все болды. Я только пул деп тұр, болды. Ана этаж квартира. Рандомный өздері лақтыра ма? Сондай қылсады. Кеше мен жилстройдың нелерін қарап отырмын, прямой эфирларын. Сен уже бірінші этаж, екінші этаж таңдай алмайсың. Бұрын категорияларға бөліп тастайтын еді ғой. Қазір полный домға ғана қатысасың, и все болды. Өтсең әрмен қарай рандомно аласың деген сияқты. Короче, рандомно жұмыс онда. Да, сондай қылып жатыр қазір. Маржан ханым, Ол жауапты мен бермейді екенмін. Потому что мен последний ден беремін деп заявка бермей отырмын ғой, өзім жауап. гарант тартқан кезде ше үй қоюға болады ма? Қосымша. Жоқ, болмайды. Жоқ, болмайды. Маржан ханым, сізде сұрақ болып тұр же, осы әскери баспана бойынша. Мен бұл программаны білмейді екенмін. Енді қазір қарашы, бұл жақта военный адамдар алады ғой, данный момент ше. Енді қазіргі вопрос мынандай болып тұр ше. Но қазір квартираны алып жатыр да, енді ипотека алғаннан кейін бұл квартираны қай уақытта тоқтап қалады? Атына өткеннен кейін ба? Қараңыздар, әдемі сұрақ. Биылғы жылғы өзгерістеріне сәйкес, қазір былай өзгеріс болды, иә? Біріншілерден бастап военный продуктыларда былай болды. Эльмира ханым, давайте вы объясните, Эльмира ханым, бізде спец қой бұл сферада. Қалайсыздар? Давайте. Иә, естіп тұрмын. Мен естіп тұрмын ба? Естіп тұрсыз, әдемі естіп тұрсыз. Түсіндіріп жіберіңізші. Все хорошо, тогда айтамын. Бүгін осы информацияны 15-ші рет айтып тұрған шығармын негізі. Таңертең тоже айтқанбыз Неге? Өткен көбісі айтады да, квартирный неше консультация жүргіздім, бәрін айтып шықтым ғой. Негізі былай ғой. Жыл выплата не только әскери азаматтарға беріледі, ол жалпы вообще полностью осы мына оборона дейді ғой. Сол немедегі службет жүргендердің барлығына беріледі. МЧС болсын, МВД болсын, КНБ болсын, ұлттық ұлан болсын, олардың барлығы енді еще пожарный қосылды, еще аэропортта жұмыс жасайтындар тоже алады екен. Енді қараңыздар, бұл жерде именно қашан тоқтатылып қалады деп сұрап отырсыз, когда военнослужащий деп айтайық, ипотека оформить еткен кезде обычно оған до конца службы қанша қалды? Обычно сонша уақытқа жасап береді. 13 жыл қалса 13 жылға, 8 жыл қалса 8 жылға. Обычно именно военныйларға солай жасайды. Пенсияға шам деген ше да? Иә, пенсияға, почти что пенсиясына тіреп қояды ғой, соны тіреп қояды. Примерно солай осындай суммаға, осындай срокқа рассчитывать етеді. Но ол намного быстрее оны жабады. Не үшін? Қазіргі заң бойынша квартирный жыл сайын өсіп отырады. Өздеріңіз білесіздер, МРП-ға байланысты, средний суммаға байланысты жыл сайын өсіп отырады, иә? И, соответственно, оның квартирныйдың ақшасы мен ипотекасының ақшасындағы арасындағы разница, ол копится етіліп, жылына бір рет, не болмаса по своему желанию ай сайын, ол оны ЧДП-ға жіберіп отырады. Демек, жыл займға тез өтеді. Жыл займға өткеннен кейінді тағы тоқта қалмайды ол. Жыл займнан кейін одан да тезірек жабылады. То есть, мысалы айтайық, жыл займнан кейін, мысалы, в моем случае, біздің случайда қалай болды? Жыл займға өткеннен кейін біз 5 жыл біз төлеуіміз керек болатын, но қазіргі расчет бойынша 2,5 жылда менің ипотекам жабылады екен. Көрдіңіз ба? Енді жабылғаннан кейін сәйкесінше ол уже реализовать етті ол ақшасын. Тұрғыны өзінің мақсатты қолданды, уже атында үйі бар, демек ары қарай оған найым түспейді деген сөз. Жыл выплатасы түспейді деген сөз. Но егерде ол военнослужащий пенсияға шығады, бірақ та ипотекасы бітпесе, өкімет ол ипотеканы жауып береді. Полный жауып береді. Сонда түсіп тұрған квартираны полный жабу керек па сонда?
иә ай даже сайын егер қанша түсіп отырады төлемесе соның де барлығын иә иә военнослужащий даже қыздар до конца тыңдап алайықшы военнослужащий даже егер де иә мысалы айтайық пенсиясына бір 5 жыл қалған кезде иә 13 жылға или не болмаса 8 жылға иә оформить етіп беретін болса ана ипотеканы пенсияға шыққан кезде полный жауып береді. Егер де военнослужащий ипотека алады, иә, мысалы айтайық, Алматы қаласына алады да, но Астана қаласына ауысады. Астана қаласында закрытый городок жоқ, общежитие жоқ. Ол не істейді? Ол жерде служить етіп жүр, бірақ квартирада тұрады, иә? То есть ол жерде не істейді? Именно сол жерде, мына жақта еще ипотекасы да жабылып жатады. Немесімен, жыл выплатасымен. И мына жаққа квартирный ақша оған түсіп жатады. Алматының тарифімен, чтоб мына тұрып атқан квартирасын төлеп беру үшін. Бірақ та ол, мысалы, Астанаға барып, тағы да бір ипотека рәсімдей алмайды. Түсінікті ғой? Астанада Енді бір сұрақ. военный городок бар. Жоқ, военный городок бар. Военный городокта бос орын жоқ. Бұл ситуацияда, басқаларыңыз тыңдай тұрыңыздаршы, бұл ситуацияда Эльмира ханымның айтқысы келіп тұрған дүние мынау. Егер де, допустим, оның квартирасы бар Алматыда, но ол военный болып Астанаға ауысып барды. Квартира Астанада жоқ қой, но по факту Алматыда квартирасы бар. Астанадан ол жилищный ала береді, потому что там его нету квартиры. Значит, это арендует, соответственно, оның ақшасы төлену керек. Но ол мен жилищныйым бар екен деп, повторно ипотекамен үй ала алмайды. Түсінікті ма? Енді Маржан бір сұрақ, мына жерде квартираның полный түскен ақшасы сол ипотекаға төленіп отырады ғой сонда, иә? Қанша түседі? Допустим, 400 мың болса 400 мың, 500 мың болса 500 мың. Сол негізі. Әйелі ала алмайды ма? Жоқ, ала алмайды. Алса, квартирный тоқтап қалады. Уже квартирам обеспечен дейді да, квартирныйды тоқтап тастайды. Әйелі ала алмайды. Ала алмайды. Әйелі ала алмайды. Артық сумманы екінші депозитке аудара алмайсыздар. Басқа ипотеканы жаба алмайсыздар. Басқа кредитті де тоже жаба алмайсыздар. Басқа банктағы кредит жабылады, егер де ол, мысалы, отбасы банк емес, басқа банктан ипотека алған болса, иә? Тура сол әскери баспанамен, мысалы үшін айтайық. Сол кезде ол соны басқа банктағы ипотеканы жабуға қолдана алады. Но екінші депозит ашып, оған именно сол пополнение депозиттағы жасай алмайды. Тек қана бір жыл выплата, бір үйге ғана. Бір сұрақ. Мысалға, ипотека 300 мыңға шықты, 300 мыңға шықты ипотека, бірақ квартирадан 400 мың теңге алады. Значит, ол түскен ақшаны полный жауып отырады ғой, иә? Артылған сумманы, например, тыңдаңызшы. Қазір, 1 минут, мен бәрлігін дауысын өшіріп қойдым. Эльмира ханым ғана сөйлесінші, өйткені бәріңіз жан-жақтан қосылып кеттіңіздер. Өз ойларыңызбен бөлісесіздер. Өйткені по факту біз осы вопроспен қатты жұмыс жасап жатырмыз. И сол үшін де уже бірнеше рет консультациялар алдық. Сол үшін мен Эльмира уже нақты военнослужащийдің жолдасы. Қазіргі таңда біз уже қаншама адамға үй алуға көмектестік. И қазіргі ситуацияны түсіндіріп береді. Егер де артық суммасы бар болатын болса, ол ЧДП-ға кетеді. Эльмира ханым ғана сөйлесінші, басқаларыңыз қосылмай тұрыңыздаршы. Қоса беріңіз, Эльмира ханым. Даусыңызды қосыңыз, Эльмира, сіздің даусыңыз өшіп тұр. Әлі өшіп тұр. Міне қараңыздар, иә? 300 мың теңгені ол кісі ипотекаға, то есть ай сайын ұстап қалып отырады ғой, 100 мың теңгесі артылады. Ол өзі білет, может ай сайын ЧДП-ға жібергенге 100 мың теңгені, может жылдың аяғында, бір жыл бойы жинап, крупный сумма қалып, жылдың аяғында ол өз ақшасы, ол қалай жапсады өзі біледі. Но факт остается фактом, что бұл артылған 100 мың теңгені ол никак шеше алмайды. Ол чисто сол на погашение ипотеки жібереді. Ол 100 мың теңгені басқа счетқа лақтыра алмайды, әйеліне бере алмайды, басқа автокредит, басқа кредиттер төлей алмайды, және де екінші депозит алып, оғанда жинай алмайды. Тек қана осы үйді жапқанға жібереді. Осы арада біз сіздерге бір мынандай лайфхак. Мысалы, сол үшін адамда 2 депозит болуы қажет. Менің клиентімнің ситуациясында. Ол үйін сатады да, ақшасын бір депозитке салады. Но каким-то образом ол депозитта кезінде спецсчеттан какой-то сумма түскен екен. Прикиньте, сәйкесінше хоть ол счетқа, спецсчеттан бір ғана теңге түссе де, дальше ол депозитті по своим направлениям жасай алмайды. Сол үшін де он может открыть 2 депозитті. Біреуі
егер де ипотека рәсімдемей тұрса, біреуі для спецсчета, который түсіріп отыратын, екіншісі, если сам хочет пополнять свой же депозит. Сол жағына мән беріңіздер. Рахмет, Эльмира. Ага, все жақсы. Қараңыздар, все, кто получает квартирный, он пограничник, КНБшник, прокурор, аэропортта істейма, пограничник службада тұрма, квартирный ала ма, болды, қатыса алады. Все. Рахам сол квартирадан түсетін ақшаны аренда квартира тұрса болады да, сол менен, соны төлеуге, через договор арқылы да. Дәл солай. Келісімшарттар. Қазір ситуация, мынандай ситуациялар тоже болып жатыр. Особенно КНБшниктерді. Қазір меня обращаются максимально көп болып кетті осы в той неделе. Мынандай ситуациялар болып жатыр. Мысалы, он оформил ипотеку в 2019 году. КНБшники. Оформил ипотеку 19-дан бүгінгі күнгі 25-ке дейін ол жерде, и то ол заманда ипотека 190 мың ғана болған. А оның бүгінгі күнге алып отырған тарифі 680 мың теңге. Прикиньте. И ортасындағы разница сумма бар ғой, ол оны шешіп алып отырған. Шешіп алып отырды, шешіп алып өз жаратқаны. И сейчас запрашивает, где эти деньги. Прикиньте. Ол отчет беру керек сол аралықтағы біреулерінде 2 миллион, біреуінде 5 миллион, 19-да ипотека оформить еткен жігітте 13 миллион. И он должен теперь отчитаться, куда он потратил вот эти 13 миллионов. И он маған кеп тұр шырылдап, маған смета жасап берші, пожалуйста. Смета, качөрі, ол ипотека құялды, черновой, оған ремонт жасалды, там мынау, хотя бы солай болсын жабуға. Себебі, қазір, особенно КНБшниктарды қатты болып жатыр. Себебі они принуждают прям сол ақшаны. Егер де он не может доказать, ол бүйтеді, жаңа 13 миллионды счетқа салдыртады, сосын счеттан ол 13 миллионды қайтадан ЧДП ғып жаудыртады. Соответственно, ол закроет весь свой кредит, весь свою ипотеку. Дальше ему не будет оплачиваться. Түсінікті ма? Еще тағы бір ситуация. Мынандай нәрсе. Бүгін только келген ситуация. Бүгін клиент 45 жаста, пограничник, пенсияға шықты. Оған кезінде ипотека алған военный продуктпен достықта үйі бар. Ипотека айына 160 мың теңге төлеп отыр. Ол пенсияға шықты, ана ежіві түсті де, 26 миллион теңге ежіві түсті. 26 миллионды маған шешпер деп кеп тұрды. Шешілмейді. Естеріңізде болсын. 26 миллион. Потому что айтамда закроешь ипотеку. Өйткені ол ақша қазір оған беріліп тұр, ана ипотеканы жабылуға. По-любому тексереді. Егер де, ол ипотека, ол айтады да, мен оны жапқым келмейді, потому что там ол маған андай бір қатты қиын емес, мен спокойно ете берем, ол пул ипотека тұра берсін. Маған 26 миллион шешіп бер, или басқа ипотека рәсімдеп бер. Екінші ипотека омен рәсімделмейді. Ежеві именно ана ақшаны жабу керек, потом барып үй алу мақсатында пайдаланады. Басқа направление шеше алмайды. Егер де қазір ол ақшаны жаппайтын болса, до конца года ол отчет сұрайды. Отчетта оны жаба алмайтын болса, мемлекет оны тартып алады. Потому что эти деньги направлены на закрытие ипотеки. Түсінікті ма? Қазіргі БТК ЧТК өзгерістер дәл осы ситуацияға байланысты. Арнақсының максимум сума қанша? Ипотекаға, әскери басмада. Жоқ онда. Мама, шуғыл көріш па? Ой, ақпарат бойынша вторичка 100 миллион, первичка 50 миллион істеп тұр ғой. Қазір. Ол жерде былай ғой, әрбір военнослужащийдің өзінің патологы болады. Семьясының құрамына байланысты. Әр қайсының өзінің неменесі болады андай. Максимально алатын үйдің суммасы болады. Каждый семьяда бөлік. Все-таки айлық табысқа байланысты ғой сонда. Ну да, потому что адам басына беріледі ғой ол жерде. ТЖВ деген адам басына беріледі, и сол өңірге байланысты беріледі. И, соответственно, мысалы үшін айтайық, 2020 жылы біз осы әскери баспанамен алған кезде бізге максимальная сумма 17 миллион 800 болған. Ол кезде біз 7 адамнан тұрамыз, біздің семьямыз солай болған. Но 2020 жылы ол нормально болған, ол суммаға жақсы үй алуға болатын. Потом резко қымбаттап кетті де, енді ол тура жаңағы жағдай Маржан ханым. Мысалы бізде де солай ғой, 2020 жылы біз оформить еткен кезде біздің ипотека 164 мың етеді, и одан кейін енді неме өсті ғой, квартирный өсті де, бізде разница 319 мың теңге. Но именно юристтермен, когда неметкен кезде,
консультироваться еткен кезде именно военный юристтермен, біз именно 2025 жылы 1 шілдеге дейінгі ипотека оформить еткен әскери азаматтарға оларға анандай нәрсе жоқ. Типа сен өткен жылдағы қолданған, мысалы біз шешіп жүрдік қой, бәріміз қолданған тжб-ларыңды орнына қойыңдар деген. Вот 2025 жылы 1 шілдеден кейінгі кірді ғой, одан кейін бір-екі айында шешіп үлгерді ғой, вот соған спрос болады. Қайда шешті, не істеген орнына қой деген секілді. КНБ-ның определенный категориясы. КНБ возможно. Да, Потому что финансирование басқа жақтан жүреді. КНБ-да финансирование басқа жақтан жүреді, возможно, олардікі бөлек. А біздікі Минобороны болғандықтан бізде пока нормально. Эльмира ханым, сіз қай қала? Семей қаласы. Нөміріңізді айтып жібересіз бе? Бәрі сұрап жатыр, жазып алайық осы орайда. Военный туралы тема болса сізге хабарласамыз. Біз бұйырса Семейден ауысып жатамыз, директор Эльмира болады ғой. Сұрақ қояйын. Сұрақ қойыңыз. Ғалия Алматы. Мен осы сұрақ қояйыншы, мысалы, военный кісі басқа қалаға ауысып кетсе, басқа қаладан тағы ипотека оформление жасай алмай ма? Сонда біреумен қалады да, қайырдан алысудан да. Заура, біз жаңа ғана айттық қой соны. Айттық қой только что. Ғалия ханым ипотекасы бар да қазір. Естіліп тұрмады осыны? Айта беріңіз, иә. Ипотекасы бар, ол отбасын қолдана ала ма басқа ипотекаға тағы да? Сол отбасы банктан. Егерде ол ОП действующий ипотекада болса, жоқ қолдана алмайды. Егерде ол ОП действующий емес, дополнительный депозитте болса, қолдана алады. Потому что менің өзімде 8 депозит бар. 8 депозиттің бір депозиті ғана ипотеканыкіде, қалған 7 депозиті это дополнительный депозиттер. Әр қайсында ішінде ақша бар. Но мен ана бір депозитті ғана пайдалана алмаймын, оның опысын пайдалана алмаймын. Но мына жақтағы 7 депозиттің ішінде ақшалар тұр ғой, оларды передавать етіп, басқаға қатысып, барлық вариантта талдай аламын. Военныйдың кредитный историясына қарай ма? Ғалия ханым әлі айтқан жоқ. Адам ипотека жасайтын нететін болса, оның кредитный историясына қарайды ғой тоже. Обязательно. Жаман болса бермейді. Дәл солай. Аламайды, значит. Иә. Никак. Қазір Айдана, қыздар тұра тұрыңыздаршы, по очереди. Жауап берейін. Жаңа неге банкке заявка беруге жаңа кеметегі военный выплата алатын доверенность беріп алды ғой. Ол, например, Ақтауда Астанадан алғысы келетін болса, именно Астананың отбасы банкіне бару керек па, әлде Ақтаудікіне бара береді ма? Бара береді ғой Ақтаудікіне. Бара береді. Просто Астана застройщиктен алатын болса, Астанаға үйге барады, біреу барады, сіз барасыз да, гендайм сізге берсе, договор купли-продаж жасайсыз, ДКП, и оценка жасайсыз, доверенное лицо жасайды да, барып, ДКП-ны. Гендайверс басқа да ипотекаларға да болады ғой да, алуға да, не обязательно военныйлардікін да? Бүкіл ипотека оформление жасауға бола ма? Біздер брокер боламыз ғой. Выдача моментінде. Выдача моментінде. Выдача деген бана ақшасын аударады десе, график шығарады да? Қыздар, доверенность деген өзі айтып тұр ғой, ген доверенность, значит, третье лицо имеет 100% возможность, кроме ақша алуға и подписанияға ғана жүрмейді. Қалған бәрінде ген доверенностьпен жүруге болады, как третье лицо. Военныйдың өзінің несі просроченный болса да, кредиті басында кезінде болған. Қазір әйелдің атын алуға бола ма негізінде? Кетші бар, жоқ Зуля, конечно. 3 ай таза болса апара берсеш, 3 ай таза болса. 3 ай болса бола береді, иә? Нужно. Әскери бағдарламаның несі қалай жүреді? Бұрынғы бірінші тұрғанға жүре ме, или вознаграждениеге қарай ма, неге қарайды? Еш нәрсеге қарамайды, табысына қарайды. Маржан ханым, военный арендасын қосқанда 320 мың алады, 150 мың теңге вознаграждениесі бар, 2 миллион первоначально взносы бар, 45 мың кредит төлейді. Бар ма шанс алуға? Жоқ. Неге? Семьясының расходы бар, ипотекасы бар, 320 мың теңге жетпейді ғой.
бір ғана баласы бар, 18-ден асып кеткен. Военныйлар бар, зарплатасы 800 мыңнан асады, ала аламыз ғой. Иә, есептеңіздер, бағана формулаға салып есептеңіздер. Так, Динара Кумга бір нәрсе дейді. Кумганбаева, что ли? Давайте, айтыңыз. Айтпай ма не? Уля, давай онда айта бер. Мен айтсам бола ма? Маржан ханым, саламатсыз ба? Қайырлы кеш. Маржан ханым, екінші деңгейлі банк бойынша айтып беріңізші, қандай өзгерістер болып жатқан? Екінші деңгейлі банктер выдача беріп жатқан жоқ. БЦК открыла, жаңа ипотека бәрібір де беріп жатқан жоқ. Всем отказ. Екінші деңгейлі банктерде ешқандай ипотека жоқ. Только отбасы банк монополист болып тұр қазір. Болды. Мен бүгін сол 25 тұрып тұрды. Жаңа ипотека бойынша. Рас бола ма? Барлығы. Отказ ет. Так, Уля, давай сұрағымды қоя бер. По очереди қойып жатырмын. Менде бір сұрақ, клиент наурыз жұмыскермен дайындап жатырмын да, бір клиентімді. Ол бірақ қамқордан үйді уже броньдап қойғысы келеді. Олай жасаған дұрыс па, дұрыс емес па? Насколько я знаю, 10% неде болу керек қой, отбасы банкта. Иә. Застройщиктан прям бүгінгі күнмен бағаны оформить сақтап қойғысы келіп тұр да, 20%-ін төлеп. И келесі жылы марттан наурызға қатысқысы келіп тұр. Хорошо, допустим, ертең қамқор баспана маркетқа сала ма екен ол үйді? Ол тек наурызбен өтеді деп тұр, наурыз жұмыскермен өтпейді ол. Просто наурызбен өтетін үйлер наурыз жұмыскермен де өте береді. Просто мынандай ситуация. Был случай, біз бұтаға ақша салғанбыз 10% первоначальный взнос. Үйлер үшін. Потому что мы были уверены, ол үйлер наурызбен өтетініне. Мы заранее зафиксировали 10%, и потом ол үйлерді через наурыз алдық. Онда прокатит. Ты должна быть уверена, ол қамқордың үйі наурызбен өте ма, өтпей ма, чтобы ертең его суммы не прогорели. Ну, в принципе, егер де наурыз жұмыскермен өтетін болса, смело делай. Жоқ, наурызбен өтеді деді, бірақ ол үшін біз баспана кезеттен именно сол ненің құрылыс компанияның кодын тауып алуымыз керек, табып алуымыз керек. Сол этапта именно біз броньдаған квартираны таба аламыз ба? Просто застройщик айтасың, осы квартираны баспана маркетке салып берші дейсің, баспана маркетке зафиксировать ете саласың болды. Ондай случай. Маржан ханым, Именно жаңағы программа ашылған кезде это делается, пока қорқпай бронь жасай беруге болады, иә? Ал арасындағы предоплата қал есептеледі. На свой страх и риск он идет. Енді ол үйдің құжаты, қара, біріншіден, ол үйдің құжаты қашан шығады, это вопрос. Егер де ертең август 2026. 2026-та, я, допустим, мысалы, помнишьте, бізде 2 ай финансирование тоқтап қалды. Но это же мы же не виноваты, это застройщик не виноват. Это деньги приостановили. А ол кезде застройщик күте ала ма 2 ай? Видишь? Егер де сондай этапный нелер болса, ал егер первоначально салған суммасы, получается, ипотекаға қанша сумма жетпей тұр, сол сумманы ғана оформить етіп ала береміз, иә? Первоначальный сумма, а то жоқ, олай емес. Біз бойынша біз жасаған кезде біздің суммамызды бізге возврат жасап берді. Но можно кейбір жағдайларда андай суммаларға сәйкесінше олар отбасы банктың счетына құйып беретін жағдайлар болады. Потому что отбасы банктан түседі ғой ақшаның барлығы. Сұрасам бола ма? Наурыз жұмыскерге қатысу үшін, мысалы, квартира 15 миллион тұратын болса, соның 1,5 миллионын ғана құйсақ чистовойға. Жоқ, талап бойынша бәрібір де 2 миллион құю керек па? Талап бойынша 2 миллион аласыз. 2 миллион болмаса қатыса алмайсыз. Хоть чистовойға 1,5 миллион болатын болса да, бәрібір 2 миллион құю керек. Дәл солай. Заводта тұрған адамдарыңыздың бәлігін максимально қозғаңыздар. Наурыз жұмыскерде лимит жоқ. Да хоть 1000 адам өткізсеңіздер де болады. Военный продукт 7000 адамға. Енді прикиньте, бізде қанша 80 000 әскер бар ма? Одан көп па? А оның 7000 ғана өтеді. Лимит сразу такой. Трың! Бітіп қалды. Кто успел, тот успел. Ал наурыз жұмыскер осы жолы там нету лимита. Так что максимально действуйте. Сұрақ қойсам бола ма? Қойыңыз. Кімдер еді, мен Маржан сөйлеп. Ол наурыз жұмыскер бойынша организациялардың тізімі бола ма? Или именно должностьтарымен өте ма олар? Окат и должность. Мысалы, ТО-да жасайды частный, да, бірақ инженер болып жасайды, мысалы, окат ма? Или қандай казенный предприятие? Зарохана, окат и должность. Да? Сұрақ қояйыншы, пожалуйста. Қойыңыз, Ингер ханым.
Менде бір мына кісі бейайға дайындап жатыр едім, кішкене первоначальный бір жерден табам деді, таппай қалды. НПФ-ында порогтан асқан 3 миллионнан астам ақшасы бар. Соны, кроме анау қазір до 1 апреля нені тоқтатып қойды ғой, тіспен зубной немен алудышы клиникалар арқылы. Теперь басқа көз или жүрегімде емдетем анау мынау деп клиника арқылы алғанға где-то там процент потеряет, соны он-то не хочет кішкене. Басқадай жағдай жолы жоқ па? НПФ-та только солай. Жоқ. Ол только через отбасы, а вы оформляете через БВУ. Да. Мен БВУ арқылы отбасыға ол сразу бермейді, потому что ол өзінің жинаған ақшасы емес, поэтому оны бұл порогтан асқанын аламайды ғой сразу аяқ аударған күнде де. Правильно? Дұрыс. Сол үшін басқадай выходы жоқ қой, только жаңа процент потеряет за услуги, да? Один выход. Дәл солай. Хорошо, просто я готовлю на первичку. Мен бір сұрақ менде ше. Клиентте мынандай болып тұр да, 100 мың вознаграждениесі бар, 20 миллионға беретін одобрениесі бар, мультисертификат. Бірақ BI-дің 39 миллиондық ремонтым Алматының үйін алғысы келеді. Енді сұрақ мынау болып тұр. 20 миллион мен оформить етіп, үстінен доплатасын 19 миллион берген жақсы ма, или болмаса BI-дің өзіне есептеткізсе ше, анада 3 жылға рәсімдеуге, 5 жылға рәсімдеуге берсе, жаңа 39 миллионға тағы 5% надбавка қосылады екен ғой. Иә. Сөйтіп, ол 41 миллион чем-то болып кетеді, еще тағы 13,5% мен тағы санағанда көп болып кетіп жатыр да, соның қайсы выгодны, анамен ба, мына BI-дің өзімен ба? 20 миллион неге тиіспей ақ, отбасыға тиіспей, BI-дің өзіне істей берген дұрыс па, или былай істеген? Осы екі сұрақты. Отбасы банкімен BI-дан алатын болсаң, 15% скидкамен аласың. Кім? Зере? Иә. 10 миллион отбасыда тұр ма? Иә. Қаша салдыңдар? 10 миллион ба? Иә. Ода 3,5-4 миллионға жуық ақша бар да, бірақ үстіне ақша құю керек 6 миллион. Құйылған жоқсың әлі, иә? Әлі құйылған жоқ. Именно BI хочет. BI-ді армандап жүр ғой, бірақ та мен BI-ға предадоп алып көрейік. Бізде базарда сөйтті, не ғой, Каспий оборотпен нормальный берейін деп тұр ғой. Бірақтан ол жаңағы вознаграждениеге қызығып тұрған жоқ, ол BI-дің өзін алғысы келіп тұр. Есть варианты. Маған жеке. Болды. Маржан ханым, осы насчет BI бойынша сұрайын деген едім. Бек бар ғой, BI-дің несі бек таңдауы бар ғой. Соны бізге түсіндірген кезде бастапқы 10% надбавка, кейін 13%-пен есептейтін беді. Қазір бұрын 10 едік қой, 10-да 5 еді ғой, қазір 13-ке көтеріліп кетті ол. Сол кеше өзіме алуға барғам ғой, 6 миллион алды. Жаман, одан қайта Freedomның 5 жылда жауып тастайтыны выгодно болып шығып кетті да. Чем бек таңдауға қарағанда. Просто бек таңдауда ежемесячный платеж көп төлемеймін деген адамдарға ғана тиімді де, әйтпесе мен де айтам, Freedom выгодно болып қалады иногда. 5 жылда жауып тастайғанға, иә? Егер де Freedom 5 жылға одобрение беріп тұрса, 5 Freedom мен ала беріңіз. Просто ежемесячный расход көбі 600-800 мың көтере алмайды ғой. Каскадный, да? 100-200 мың көтереді де, сосын барып нені жасайды. Максимальный сумманы есептейді. Бір жағынан қарап тұрсаң, жаңағы бик таңдауда да біраз проценті бар. Но бик таңдауда көбінесе бізде алатын кәсіпкерлер. Потому что олар барлық суммасын оборотқа салғысы келмейді. Естіп тұрсыз ба? Иә. Сәйкесінше оларға бик таңдау бәрібір де тиімді. Мені специально бик таңдауды сұрап келетіндер бар. Қолдарында қаражаттары бар, но айтады, біз оның бәрін сумма салмаймыз деп. Сол жағдайда ғана. Сіз өзіңіз алған кезде ше, қай жолмен аласыз BI-дан алған кезде? Рассрочка. Менікі бәрі рассрочка ғой. Рассрочка мен бик таңдаудың разницасы бар ма? Мен де өзіме алғым келіп тұр ғой. Қараңыз, Зере ханым, и там первоначальный взнос 30%. И там есть надбавка 7%. 7% надбавка бар, 5-7%, да? Но рассрочкада мен үй салынып біткенге дейін алам, а бик таңдауда 3 жыл-5 жылға дейін бөліп аласыз. Рассрочкада получается былай істейсіз ғой, 30%-ын салдыңыз,
қалған суммасын үйдің кілті қай уақытта беріледі? 15 айда беріле ме, 18 айда беріле ме? Старт продаж болсаңыз 18 айға, ортасында кірсеңіз 12 айға мысалы, е. Сол аралыққа сізге ровно бөліп тастайды. Но просто мен ол жерде рассрочкаларым өте көпте. Біреуіне 7 миллион теңге төлеймін, біреуіне 3 миллион теңге төлеймін, көрдіңіз ба? Егер де сіздің возможностіңіз бар болатын болса, айына 1 миллион, 1,5 миллион теңге төлеп, рассрочка тоже выгодная. Просто рассрочкада бір маған ұнайтын тұсы, ол жерде сенің алғашқы салған 30%-ын ғана влияет, роль играет. А дальнейшее ты же и так-то работаешь. И ол білінбей өтеді де, сөйтіп білінбей өтіп, біз мысалы 2 квартираны міне уже Алла қаласа бітіреміз. Маржан, сонда рассрочка 10 ай емес пе, да, максимально? Рассрочка до выдачи ключа. СМР деген строительные монтажные работы. Соответственно, это до выдачи ключа. Но Астанада кейбір проекттар бар, 20% қаса қойсында, 80%-ын ақ вода в эксплуатацию берілген кезде деген проекттар бар да, Астанада. Кстати, осы бияға байланысты айтайын, ақпарат. Қазір 1 минут күте тұрыңыздар. 1 минут. Қыздар осы BI-дің бик таңдауы тоқтап тұр ма? Мен осы 1 ай бұрын соққанымда пока тоқтатып қойдық деп еді. Ашық. Ашылды. Деп тұр. Қыздар, қазір қай банкте ипотека беріліп жатыр? Кстати, можете нас отправить. Мы официальный партнер BI Group. Официально. Поздравляю. Жұғыс болсын. Рахмет. И получается, біз олардың үйлерін өз атымыздан, прям официально ғой, партнеріміз ғой. Анда агент емес, біз официальный партнеріміз да. Олардың үйлерін онлайн түрде везде могут продавать. Да? Кім? Егер ханым сізге келудің қажеті жоқ Астана, Алматыға. Егер клиентімен келгім келем десеңіз, келе беріңіз. Но ситуация такая. Если ваш клиент семейде тұрса, мысалы, Эльмираның военный бір служащие, семейде тұрса, Алматыдан Астанада ялғым келеді десе, Эльмира, мы можем ее оформить онлайн. Маржан ханым, как раз BI-дан 5 клиентім тұр. Соны мен сізден сұрайын деп едім, как мне их онлайн оформить деп. Пока, мынандай ситуация. Бірінші, менің мынандай условием бар. Егер де вы будете со мной работать, мен сіздерге агентский доступ берем. Қараңыздар. Агентовский доступ вы будете заходить через наш логин-пароль. Потому что, если, мысалы, частный риэлтор Алия болса, я ее документы не увижу, не могу оформить. У меня к нему доступа нету. Менде доступ бар только моим агентам. Получается, если вы клиента зафиксировали, допустим, бізде Анара қазір агент, я Анараның логин парольмен кіріп зафиксировали клиента, я дальше вижу ее все продукты, дальше я могу ее оформить через CRM база, это полностью BI-дағы менеджерлар, ипотечниктер, бәрі отыр ғой, бүкіл процесс бізде бар, бүкіл. Даже подаркасына дейін біз бере аламыз да. Только ана біледі. Чың дейтін ғана жоқ, қалған бәрі бар ғой. Онда жасауға болады ғой? Иә, болады. Сол моменттердің барлығын біз оформление жасаймыз. Но сіздер клиенттен ақша алуларыңызға болмайды. Если они знают, что клиент, потому что былай болады да, клиентпен біз оның данныймен базаға кірген кезде автоматически ему приходит смс. Оцените работу агентства деген. Если он минус болатын болса, сразу пройдет проверка. Почему минус? Потому что дұрыс ақпарат бермеді, менен ақша сұрады дей ма? Все. Маржан ханым, бірақ алатын моменттерде болу керек сияқты ғой. Ичелеп артынан құйып дайындап, оны барып өткізіп, не істегеннен кейін Консультацияға аласың да? Консультациядан бөлек коэффициентке қарап алу керек сияқты. Енді өздеріңіз алып өздеріңіз жасай беріңіздер. Но мен арқылы алуға болмайды. Агентстводан алатын болсаңыз, сіз агентствоға қалдырасыз да, сіз агентство сізге үйді тауып береді ғой, сол үшін. Просто мен былай айтамын да, өз жерде. Мысалы, бізде BI бойынша консультацияда тегін болып кетті ғой, қазір біз BI бойынша. Просто біз айтамыз да, келдің ба, ақшаңмен келе айналайын. Просто так левый жүрген адам BI-дан өтпейді болды. Нағын түрде. И мен қазір ипотекаға жауып жатқан жоқпын. Бәрін ипотекаға жауып жатырмын.
Почему? Потому что біз бұған дейін легкотекаға көп жаптық қой клиенттерді. Көп жаптық. И ол кезде предодоп алдық, мысалы БЦК 13,25-пен. Алтын банк 15,2-пен. Ну, бүгін алтын банктың процентный ставкасы страшно болып кетті ғой. Сәйкесінше қазір предодоп алсақ, анаған екінші рет отказ алады. Я. Сол үшін қазір возможность бар болса, мен айтам, айналайын, пока банктың процентный ставкасы нормальный ма, оформляйся деймін. Только кейбір клиенттерді ғана, когда надо подготовить, соларды ғана легкотекаға жіберемін. Кстати, енді рисовать етпеңіздер. Вообще. Страшное рисовать ету деген моментом выявляет. Біз мысалы былай болатын ғой. Если бияға апармай тұрып рисовать етсеңіз, ладно, да? Но предодоп алып алып, потом ДДУ шыққанға дейін рисовать етсеңіз, банк сравнивает. Допустим, у него за год была выписка, допустим, 3 миллиона. За 3 месяца вы ему сделали 30 миллионов. Айтады, айналайын, сен бір жыл 3 миллиона. Какой 30 миллионов? Банк на автомате лақтырып жүреді. На автомате. Так что такие риски не делаем. Это сөйтіп жатыр ғой. болсаңыз да, өзіңіз жасасаңыз да, осы моментті қатты контролировать етіңіздер. Потому что BI прям страшно отказ беріп жатыр. И прямо одобрение беріп жатыр, потому что мен таң қалдым осы буквально вот на днях. Біздің студентіміз бар ғой, 4-ші потокта, 10-ші потоктағы. Арман, молодой парень, 21 лет, но у него есть нагрузка, автокредит алған. Айына 415.500 теңге автокредит төлейді. Мен саған бермейді одобрение. Бермейді 100% деймін ғой. 18%-бен алтын банк одобрение береді ғой, без подтверждения дохода. Прикиньте. И теперь первоначалку. Оборот қандай ода? Оборот 45 миллион. Нормально істеп тұр ма? 14-те Бастаған шығар Арман оны. Первоначально қанша салды? Саған жоқ, біз просто отырдық та, мен ана сабақта өтемін ғой, предодоп қалай аламыз деген сабақтарды өтіп отырдым ғой. И ол отырды да, өзінің заявкасымен, өзінің несімен, өзі одобрение бере салды. Еще ойша жоқ, 25 миллион одобрение бере салған ғой. Маған одобрение беріп тұр дейді. Енді біз оған айттық, давай 5 миллион тап дедік. Мен бір клиентімде болды да, BI-дан бір апта бұрын БЦК-дан 13,25-ке алдық. Кейін бір аптадан кейін ақшасын жинап керем дегенше енді өтіп кетті ғой одобрениенің уақыты. Сөйтті да, бір аптадан кейін қайттан жіберсем, сол 13,25-ке отказ келді. Конечно. Сол ғой жаңағы риск деген сол ғой, қатты риск болып жатыр да қазір. Маржан ханым, менде бір клиент болды, осы BI-дан не алды да, информация алды, консультация. Но бірақ өздері BI-ға звондап отырып, заявка андай 6 миллионға отырыпты BI-дан ше. Енді ол табысын растау үшін ол несі шыққаннан кейін бар растайды ма? Табысты ол қай банкпен алатынын өздері айта ма сонда? Жоқ, алған кезде банктер тұрады ғой, мынау бәді. Өзі таңдайды қайсымен алатын. Оған сразу смс келеді. Freedom одобрение, алтын одобрение, БЦК одобрение, и сам выбирает, қайсымен алатынын. Бүгін ертең қосты ма BI-ға, пожалуйста. Кеше қосты. Бүгін народный приостановлен технический себептерге байланысты. Бүгін почему не приостановлен, не знаю. Жаңа сіз әскери бағдарламаны айтып жатсыздар ғой, енді маған бір жігіт келді, милицияда жұмыс істейді екен, оларға да жилищный төленеді екен. Жаңа сіз айтып отқан бағдарлама келесі айда басталатын қандай бағдарлама? Военный продукт. Оған жаңа милициялар сонда кіреді ғой, Все, кто получает жилищный. Все. Ол барлық қалада бірдей бастала ма, жоқ әр қалада әртүрлі ма? Барлық жерде бірдей басталады. Қай сайтпен жұмыс не қылады? Өтінім қалдырады ол жаққа? Оффлайн банкте бар. Оффлайн. Қалай? Жұмыскер бойынша вознаграждение не имеет да значение? Вознаграждение қарай ма, қарамай ма жұмыскер? Қарамайды. Қарамайды ғой, төменгі нелер ғой. Ақша болмаса да бола ма қатысуға, Маржан ханым? Осы моментта неизвестно, счетында ақша болса, болмаса деген. Но оларда спецсчет и так-то бар ғой, потому что в жилищный алып отырса, олар так и так счет бар. Теперь момент первоначалка бар болу, жоқ болу деген ол этапты скоро өзгереді сол кезде. Өйткені қазірге ештеме айта алмаймыз. Маржан ханым, кешіріңіз, жаңа рисовать ғой. Вместо рисовать нельзя болса, что предлагаете? Можно что предложить, пожалуйста, чтобы 100% одобрение получить первичкадан, BI. Мен запись жасалып жатыр ғой, мен айтатын сөздердің бәрі. Қалай айтам сендерге?
біздің бұл Соңында айттыңыз онда. Хорошо. Біз бар ғой, Маржан ханым, сұрақ банкке қояйыншы. одобрение бермей тұрып, рисовать етіп алып барып береміз. Қалай Предодобрение алмай Маржан тұрып, ханым, өткенде сұрақ қояйыншы. клиент келді, банкке апармай тұрып, рисовать етіп алдық та, bir ayda отырып кешкі сағат 5:30-да одобрение аламыз ғой. Прикиньте, өтіп кетті. 48 миллион алдық па одобрение. Рисовать ету деген не болды, түсінбей жатырмын соны. Вообще темада жоқпын ғой. болмай тұр ғой, бір волнаға түспей тұр ғой бұл жігіт. Так,